Сізді Мұстафа Шоқай танушы деп атауға бола ма? Жоқ, болмайды. Тікелей айтпасаң шындықты тарих философында керек жоқ. Мәселен Мұстафа Шоқай. Мен үшін мысалы өлшем емес. Демократиялық пиғылдағы адам. Орыс демократтарына жақын. Оның әйелі орыс. Мифтауил шығарып алды да, арай көздері сеніп кетті мифе. Ең алдымен тарих саясаттан мүлде бөлу керек. Бәрібір саясаттың аясында жүрсіз ғой. Жоқ, саясаттың аясында жүрген жоқ. Ақтап алу үшін не істеуіміз керек сонда? Оған ерекше істеушілік жоқ, физиканы қаншалықты білмейсіз, соншалықты тарихты білмейсіз. Осы орайда Мұстафа Шоқайдың өліміне қатысты пікіріңізді айта кетсеңіз. Ой, сол иммигранттардың өзі де қазақтар мен өзбектер онша болған жоқ. Шоқайға байланысты менде саясат жоқ, менде тек деректер бар. Мен деректерге байланысты айтамын, ол біреуге ұнамауы да мүмкін. Мен оған қарамаймын. Армысыздар көрермен, Гүлбаршын Зайыр арнасындағы Аманат подкастының кезекті санын бастаймыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы тарих ғылымдарының докторы, профессор Гүлжауһар Кәкенқызы Көкебаева. Гүлжауһар апай, қош келдіңіз. Рахмет. Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы. Тарих ғылымдарының докторы, сізді профессор деп айтып жатырмын ғой. Жалпы тарих десе мен өзім қатты ойланып қалам. Себебі тарих бұл фактіге сүйенетін дүние. Ол жерде ешқандай болжам немесе аңыздар жұмыс жасамайды, солай ғой. Және бүгінгі подкастымызды мен Мұстафа Шоқай және Европа архивтері, яғни тарихтың көмескі беттері деп атап отырмын. Ендеше подкастымызды Мұстафа атамыздың мына сөзінен бастағым келіп отыр. Тарих рақымсыз дейді. Тарих ешқашан кешірмейді. Бұл сөздің астарында менің пайымымша, менің түсінігімде, яғни тарихқа ешқандай өтірікті қосуға болмайды. Тарих тек қана шындықты ғана жақсы көреді. Сондықтан ғой ғалымдар тек фактімен ғана сөйлейді, фактімен ғана жазады. Енді бұл тарихты білу, білмеу әрине бұл адамзаттың өзіне байланысты ғой. Бізге қандай тарихты үйретті? Мектеп аясында, одан кейін жоғары оқу орындарында. Соны ғана білеміз. Енді бұл тарихты білмеу, немесе оны бұрмаландырған түрін оқу қаншалықты ұлтқа қауіпті? Қалай ойлайсыз? Шынында да осы тарихтың бұрмалануы деген өте үлкен мәселе. Неге? Өйткені кейде былай айтып жатады, ой, сендер ана бізге физик, математиктер, сен тарихтарыңды қойшы, бүгін мына айтасың, ертең басқа айтасың дейді. Кеңестік кезеңде тарих тұтастай жәнегі саясатқа бағынды. Біз кәдімгі тарихты жазған кезде қолымызда дерек тұрса да бір схемаға кіргіземіз, жәнегі. Сол схемадан шыға алмаймыз. Одан шықсаңыз жауап бересіз. Сол схемадан шыққан үшін Бекмағанов сотталып кетті мысалы, сондай бір жәнегі сәттер болды. Тіпті бір еңбектің шыққан сәтінде тарих ғылымына берілген жәнегі бағыт қандай партиядан, үкіметтен, соған байланысты тарих өзгеріп отырды. Мысалы қараңызшы, 1922 жылы Галузаның Түркістан отар деген еңбегі шықты. Ал кейін Бекмағанов өзінің жәнегі еңбегін жазып, неге Қазақстан тарихынан жәнегі Кенесарыны ұлт-азаттық күресуші деп жәнегі атады. Галузаға ештеңе болған жоқ, кім сотталып кетті? Бекмағанов. Неге? Өйткені ол сол бір сәті, Галузаның еңбегін шыққан сәті бүкіл кеңес тарихнамасында Ресейдің отаршылдығын қатты сынайтын заман болатын. Отаршылдықты зұлымдық деп атайтын заман болатын. Сондықтан ол кезде отаршылдық жағдайларға ештеңе болған жоқ. Ары қарай бірте 30 жылдардан бастап өзгеріс басталды. Ресейдің отаршылығы ол жәнегі кішкентай, бер жақтағы жұмсақ нәрсе, ал отаршылықтың нағыз зұлымдығы Британ, француз отаршылық империялар деген сияқты, империалистер деген сияқты түсіндік. Бірте сол келіп, ол әуелі жайлап енді, ал Бекмағанов кітап шыққан кезде ол күшейді. Біз енді Ресейдің отаршылығы вообще ештеңе айтпауға тиісті болдық. Сол моментте мына кітап шығып қалды. Хотя тақырып екеуін почти бірдей ғой енді. Анау отаршылық. Сондықтан Бекмағанов сотталып кетті. Сонда көрдіңіз бе, тарих ғылымы өте ауыр ғылым. Ауыр қандай мағынада? Жәнегі егер тарихты саясатқа бағындырса, сіз қандай данышпан тарихшы болсаңыз да, одан шығып кете алмайсыз, шықсаңыз сотталдыңыз дей беріңіз. Енді кеңестік кезеңнен өткеннен кейін мына тәуелсіз кезеңде тарих ғылымы жаңарды. Тарих ғылымы босады.
азат болды былайша айтқанда да, партиялық схемадан азат болды. Енді біз өзіміз ойлағанымыз жазатын болдық. Бірақ сол ойлағанды жазудың өзі жәнеге әкелді. Әлгі кім ерінбейді, кім бірдеңе айтқысы келеді, бәрі айтты тарихты. Тарихпен журналист айналысты, тарихпен филолог айналысты, тіпті медиктер де бар тарихты жазған, да, жәнеге физиктер де бар тарихты жазған. Сөйтті де жәнеге тарих тек тарихшының ғылым болудан кетіп қалды. Ол бара-бара кәдімгі күнделікті айтатын бір әңгімеге айналып кетті. Содан барып жәнеге мифтер туды. Әрине ол барысында мифтер туған кезде бір жақсы оймен туған болар, қазақ тарихын көтерейікші деген. Оны кеңестік кезеңдегі анау жалғандылықтан құтқарайықшы деген да. Сөйтіп тарихымда бір жақсы жәнеге өзіндік ұлттық мазмұн берейікші деген ойдан шығуы мүмкін. Бірақ осылай бастап кейбір тарихшылар өздері содан бөліне алмай қалды мифтен. Мифті әуелі шығарып алды да, ары қарай өздері сеніп кетті мифе. Сөйтті де, көрдіңіз бе, тарих ғылымы тағы да бір қиын жағдайға ұшырап қалды. Жәнеге мифтік тарихқа айналып кетті. Тарихшылардың ішінде түрлі жәнеге не пайда болды. Мысалы, әрине өте бір қатаң түрде тек дерекпен жататын олар кәсіби тарихшылар. Кәсіби тарихшылар олар енді бір ішіндегі бір өте бір нашар болмаса бара бермейді. Әлгі бір мифті алып алып мынау дұрыс деуге. Оның барлық жағын қарастырады. Мысалы, мына дерек бар ма жоқ па деген мәселені да. Ал кейбіреулер бұлай дерекпен жұмыс істемейтіндер, архивке бармайтындар. Мысалы, орта ғасырдың деректерін әлгі Қытай тілінде, араб тілінде, парсы тілінде оқымайтындар. Жөнінен тарихын грек, латын тілдерінде оқымайтындар да. Біздің деректің бәрі басқа тілде. Тіпті бар ғой, мынау отарлық кезеңдегі документтердің бәрі, кеңестік кезеңдегі документтің бәрі орысша ғой, құжаттардың бәрі архивте. Міне сонда көрдіңіз бе, кейбіреулер дәл сол орысша құжаттың өзін әрбір нюансын, әрбір ерекшелігін, әрбір райын, да, реңкісін ескеріп аудара алмауы мүмкін. Ол да осындай жәнеге неге келеді. Кейбіреулер әдейі жасамайды, соны дұрыс аудармай жәнеге неге кетіп қалатындар болады, мифке кетіп қалатындар болады. Енді бұл қаншалықты қауіпті ұрпақ үшін? Бұл өте қауіпті. Өте қауіпті. Неге? Өйткені ертеңгі ұрпақ біздің кітаптарымыздан оқиды. Сондықтан жәнеге тарихшыға не керек? Ең алдымен тарих саясаттан мүлде бөлу керек. Саясат өз алдына, тарих өз алдына. Мысалы, физика саясатқа бағынбайды ғой. Бізге ұнамайды екен деп, ертең күн шықпайды деп ешкім айтпайды ғой. Немесе ертең жауын жаумайды деп ешкім айтпайды да. Сол сияқты тарихта солай бөліну керек. Саясаттан бөліну керек. Бір, екінші, тарихпен кәсіби тарихшылар айналысу керек. Менің еңбектерім кәсіби тұрғыдан жазылған. Бәрібір саясаттың аясында жүрсіз ғой? Жоқ, саясаттың аясында жүрген жоқпын. Мәселен, Мұстафа Шоқай. Шоқайға байланысты менде саясат жоқ, менде тек деректер бар. Мен деректерге байланысты айтамын, ол біреуге ұнамауы да мүмкін. Сондықтан мені ұнататын адам бар, ұнатпайтын адам бар, менің досым бар, жауым бар. Бірақ егер тікелей айтпасаң шындықты, да, онда тарихпен айналысудың да керек жоқ. Жәнеге тарих рақымсыз деген, көрдіңіз, осыған байланысты. Көрдіңіз, қалай дөп басып айтқан. Тарих рақымсыз болу керек. Ол рақымсыз ғана емес, ол рақымсыз қылу керек оны. Тарихта эмоция жүрмейді ғой? Тарихта эмоция жүрмейді. Бір, екінші, одан кейін біздің неміз, ауруымыз, ол анау кеңестік кезеңнен қалған ауру. Кеңестік кезеңде адамдар екі категориямен ғана ойлайтын, дихотомиялық ойлау. Жақсы, жаман, ақ, қара. Оның ортасында басқа реңктер болуы мүмкін емес деп біздер ойладық. Сондықтан қазірдің өзінде кейбіреулер айтады: ой, Сейфуллинді қойшы, ол оңбаған, ол комиссар қызмет еткен. Ой, анау оңбаған, ол комиссар қызмет етті. Ой, мынаны құдалады деген сияқты. Ой, анау басында алаш болып, артынан комиссар келіп қалды деген сияқты. Соның барлығы неден туады? Осы дихотомиялық ойлаудан туады. Одан кейін тағы бір жаман жері бізде, мынау қайраткерлер жазғанда бір-бірімен мысалы жақсы болады, жаман болады да, соны жеке басынан іздейміз. Жеке басынан. Жеке қарым-қатынасынан іздейміз. Ал мына батыстың тарихынан басында жеке басынан іздеу деген жоқ. Олар ой айырмашылығын, концепция айырмашылығын, пікір айырмашылығын, өмірге көзқарасы, бір саяси мәселе көзқарасы айырмашылығын іздейді. Және сол кезең. Сол кезең тұрғысынан қарайды. Мысалы, біз кез келген біздің қайраткерге ол коммунист болды ма, жоқ ол алаш партиясының мүшесі ме, да? Біз сол күннің тұрғысынан қарауымыз керек, бүгін күннің емес. Мысалы, бүгін сізбен біз уже қаншама уақыт өтті, архивтер ашылды, деректер бар, басылып шығып жатыр, біз бүгін бәрін білеміз. Бәрін білеміз. Сондан біз бүгін айтыламыз: ой, жоқ, ол коммунизм жақсы емес, біз оны жақтамаймыз деп. Ал ол кездегі адамдар ше, әлі болған жоқ қой, жәнеге коммунизм жақсы жаман екендігі ешкім әлі білмейді ғой. Жаңа басталып жатқан жоқ па? Сондықтан ұлтыма жақсы болса қабылдайын деп қабылдаған болар мысалы. Көбі солай қабылдады ғой енді. Сондықтан жәнеге кімге де баға берсек, сол күннің тұрғысынан беруіміз керек. Сол күннен шығармауымыз керек. Бүгінгі алып келудің керегі жоқ. Тарихты зерттеп жүрген ғалымдардың өзінің бір ұстанымы қалыптасуы мүмкін ба?
алып тастады. Әркімнің өз ұстанымы болу Бұл керек. парадокс емес па? Парадокс емес. Фактіге Неге өйткені сүйенеміз деп айттық қой. бәрі бірдей бір мағынада жазу міндетті емес. Егер бәрі бірдей бір мағынада жазатын болса, онда екінші зерттеу не керек болады? Мысалы, Шоқай туралы біреу бір мағынада жазып шықты, енді екіншісі тура сол мағынада, үшіншісі тура сол мағынада жазатын болса, онда оны зерттеу кімге керек? Әркімнің өзінің ұстанымы болу керек. Әркім өзіне ұнайтын, өзіне ыңғайлы, өзі меңгерген методологияны таңдау керек. А бізде вот методология мәселесі өте ауыр нәрсе. Біздің тарихшылардың көпшілігі методологияны меңгермейді. Меңгермейді да, содан барып түрлі мифтер, түрлі аңыздар шығады. Гүлжауһар апай, сіз Германия архивтеріндегі еңбектеріңізді 2000 жылдардың басында бастадыңыз, иә? 2003 жылы бірінші рет архивте отырдым Германияның. Қандай тақырыппен? Ол кезде мен өзім докторлық диссертациямды жазып жүрдім. Соғыс тұтқындары, екінші дүниежүзілік соғыс, бірінші дүниежүзілік соғыс, соғыс тұтқындары мәселесімен айналыстым. Сол стажировка бардым Германияға стипендиямен. ДААД-ның стипендиясы неміс академиялық алмасу қызметі деген бар. Олар жақсы стипендия береді. Сонан 3 айлық стипендия алдым. Содан кейін сонда барып, Боғым қаласында Руhr университеті деген үлкен университет бар. Сол Рейн-Вестфален жерінің негізгі университеті. Сонда Берн Понович деген профессор, мықты ғалым, екінші дүниежүзілік соғыстың мықты зерттеушісі, сол кісінің жетекшілігімен зерттеу жүргіздім. Фрайбургта әскери архив бар, сонда жұмыс істедім. Одан кейін Берлинде сыртқы істер министрлігінің саяси архиві бар, сонда жұмыс істедім. Одан кейін Берлинде федералдық архив бар, сонда жұмыс істедім. Одан кейін ол жерде тағы да бір архив бар, бұрынғы ГДР бар ғой, Шығыс Германиядағы. Соның қауіпсіздік министрлігі, бірше әлгі біз айтамыз қауіпсіздік комитеті ғой бізде, онда қауіпсіздік министрлігі деп аталды. Былай жай сөзде штаб деп атайды. Соның архиві. Осы 4 архивте жұмыс істедім. Бұның барлығы енді бірінші және екінші дүниежүзілік соғыс аясында ғой, иә? Сол екінші дүниежүзілік соғысы жайында қаншалықты тарихнама құрылып болды ма? От қазіргі көзбен қарайтын болсақ. Жоқ, ол бар ғой, бұл өте үлкен оқиға, өте үлкен кәдімгі осы. Енді бар ғой, шегі жоқ оқиға. Сондықтан оны зерттеуге аяқталды деп ешкім айтпайды. Барлық осы екінші соғыспен айналысатындар, мен де бір кезде шетелдік нелер жазып жүрді, қазақстандық эксперт деп мені де. И біраз конференцияға мен эксперт ретінде қатыстым да, сарапшы ретінде. Сонда қарап отырсаңыз, бұл екінші соғысты зерттеу толық аяқталды деп ешкім айта алмайды. Тағы да жаңа документтер шығуы мүмкін. Тағы да жаңа құжаттар шығуы мүмкін. Өйткені қаншама ел қатысты, қаншама халық, қанша жыл болды да, одан кейін қанша архив жатыр ол елдерде. Оның біраз әлі ашылғанда жоқ. Мысалы, бір елдерде сол архивтің құжаттарын берудің де өзінің нелері бар. Кәдімгі ережелері бар, шарттары бар. Мысалы, бір адамға байланысты ол қайтыс болғаннан кейін 30 жылдан кейін береді, немесе осы оқиға өткеннен кейін 40 жылдан кейін беру деген сияқты осындай көп шарттар бар, мысалы шетелдің архивтерінде. Сондықтан сол уақыт өткенде тағы бір документ табылуы мүмкін. Одан кейін, біздер үшін, мысалы, посткеңестік елдер үшін қайтадан зерттелуге тиісті дүниелер өте көп. Неге? Өйткені кеңестік кезеңде біз тек қана кеңес үкіметінің, коммунистік партияның рұқсат еткен деңгейінде ғана оны зерттедік. Біз көп мәселені білген жоқпыз. Мен бір не айтайын, мысалы, мен Москвада аспирантурада оқып жүргенде шетелдің нелері бар ғой, енді шетел болғанда социалистік елдердің. Сонан бір неде туған күнде отырмыз, енді көршілер шақырады ғой, бір этажда тұратындар. Сонда мен тарихшы деп, одан кейін бір физик Польшадан. Тақырыбымыз қандай? Мен айтам кеңес герман қатынастар. Соғыстан кейінгі кезеңде. А соғысқа дейінгі кезеңде мен зерттемеймін, оны бәрі құжаты мен қолыма тимейді деймін да. Соғысқа дейінгі кезең өте күрделі кезең ғой. Сонда отырып, екінші соғыс туралы айтты. Соң екеуміз айтысып қалдық. Сонда ол бір сөз айтты, сол кейін менің есімде жүрді. Мүмкін даже сол сөз де әсер еткен шығар менің бір өте екінші соғыстың бір құпия сәттерін ашуға ұмтылатыныма. Сонда айтты, екінші соғыстың тарихын сіздер білмейсіздер деп. Сіздер білмейсіздер деді. Сіздердің тарихшыларыңыз деді. Оны мықтылар біледі деді, Москвадағы дейді да, Ресейдегі. Вот сіздер республикадағылар білмейсіздер дейді. Мен намыстанып қалдым, бірақ ар жағымда түсіндім білмейтінімізді. Түп дерек көздерімізді ала алмайтынымызды мен түсіндім. Одан кейіннен осы нәрсе ойымда жүрді үнемі. Ол айтты, тұтқынға байланысты не білесіз деп. Мен тұтқынға байланысты ештеңе білмеймін дедім. На самом деле білеміз тұтқындар туралы, но тағы да рұқсат етілген деңгейде ғана білеміз. Басқа жоқ.
41 жылы соғыс басталғанда сол еуропалық иммигранттардың барлығын Қазақстан мен Өзбекстанға көшірген болатын. Демек бізде де материалдар бар ғой. Тауып алдым оларды. Сөйтіп сонымен жүрмін. Сосын архивте Әбу Сақтағанұлы Тәкенов деген профессор болды Казгоде. Бізге сабақ берген кезінде. Сол кісіні көрдім. Не істеп жүрсің дейді. Сенің Европаң жоқ қой бұл жерде дейді. Мен айттым, осындай тақырыпты қарап жүрмін. Соны доктор диссертация жасайын деп едім деп. Соны ол кісі айтты, сен оны қой деп. Оны екінің бірі жазады деп. Сен оның өйткені құжаттары осы жерде орыс тілінде қой деді. Сен тұтқындарды ал деп. Мен тұтқындарға байланысты кім береді маған? Мен қызығамын оған деп. Анау кандидаттық диссертация жүрген кезде қызыққанмын деп ана әңгімені айттым. Осылай бір физика аспирант маған сөйтіп айтып еді деп. Содан кейін сен немше білесің, сен сонымен айналысуың керек. Барасың ертең неге, женегі архивке ондай мүмкіншілік болады ғой деп женегі сөйтті. Ол әлгі 89-90 шамамен не болып жатқан кезде әлгі өзгерістер болып, енді кеңес одағының ақырғы жылдар. Мен ойланайын дедім. Одан кейін маған телефонын берді. Содан мен бір күні телефон соқтым. Неге өйткені не как раз конференцияға барып келдім Москваға. И сол барып келгенде кітапханада отырып біраз кітаптардың тізімін алдым немісше тұтқындарға байланысты. Одан кейін соны сол кісіге звондап айттым, егер маған осы кітаптарды алуға мүмкіншілік берсеңіз, бізде жоқ Қазақстанда. Москвада менің күшім болмады, 5-ақ күнге конференцияға бардым. Командировка тауып берсеңіз Москваға маған төленетін. Немесе басқа мүмкіншілігіңіз болса деп. Ой, мүмкіншілік бар. Неде ақшта тағылымдамадан өтіп жүрген, докторантурада жүрген түрік қызы бар деді. Ол өзі біздің бір тақырыппен айналысады екен, соған кітап тізімін жіберіп, осын маған тауып берсеңіз деп деді. Сен оны тауып бер оған, ол сенікін берсін, алып берсін копияларын дейді, көшірмелерін дейді. Содан мен кітапханаға барып, оның бүкіл нелерін қарап, бір талайдың көшірмесін жасадым, ақшамды төлеп, одан ол да сол өзінің ақшасын төлеп, маған копиясын жіберді, әлгі 5 кітаптың. Сонан басталып кетті ары қарай. Әлгі түрік қызы. Түрік қызы. Мен оны өзім дұрыс танымаймын да, сол Тәкенов арқылы. Мен копияны әкеп бердім, көшірмелерді ол кісі жіберді почтамен. Одан кейін ана тізімді жіберді, ол ана жақтан копиясын жіберді, көшірмесін. Сөйтіп, мен сол неден бастап уже байланыса бастадым. 92 жылы менің бірінші кішкентай мақалам шықты, қырғыздар бір конференция өткізді. Сол конференцияда соған шықты. Содан бастап мен тұтқындармен айналысып кеттім өзім. Архивте қанша жыл отырдыңыз? 2003-те Германияға, одан кейін 2005-те тағы да Германияға бардым. Бұл уже мәдени мұра программасымен бардым. Ол кезде как раз Қазақстанмен айналыстым. 2005-те барғанда. Мәдени мұра деген мемлекеттік бағдарлама болды ғой. Сол бағдарлама бойынша бір ай Берлинде архивте Қазақстан қатысты материалдарды іздеп, соларда келдім. Қазақстанға қатысты қандай материалдар таптыңыз? Сол кезде как раз бірінші тұтқындарға байланысты неткен кезде мен Шоқайдың материалдарын бәрін уже өзім алдым. Өзімізде шыққандарды да оқыдым ғой, тұтқындарға байланысты. Газетке шыққандар тағы басқан. Сол кезде өзіне Шоқайдың аты шықты ғой. Одан кейін өзіне тұтқындарды жазғаннан кейін сол жерде комиссия туралы оқыдым. Әлгі 41 жылы августте құрылған, тамызда құрылған. Ал комиссия болғаннан кейін міндетті түрде иммигранттар мәселесі шығады. Сөйтіп иммигранттар туралы материалдардың бәрін қарап, 2003-те алып келдім мен оны. Одан кейін сол 2004-те мақала бердім неге, ана Отан тарихы журналына, ненің тарих институтының сол материалдар бойынша. Одан кейін сол материалдар бойынша баяндама жасап, бізде Казгоде өзі баяндамаларға жарыс болатын кәдімгідей. Сонда мен соны орын алдым кәдімгідей. Сөйтіп, женегі көрдіңіз бе не, ол кезде мен солай Шоқайға, мен өзім Шоқайға бөтпірім 2003 жыл. Оған дейін Мұстафа Шоқай туралы білетін бе едіңіз? Естимін, оқимын. Бірақ зерттеп көрген жоқсыз? Зерттеген жоқпын, ешқандай да. Одан кейін 2005-те мәдени мұрамен барғанда әрине бәрін ақтардым, бәрін қарадым. Одан кейін 2007-те тағы да мәдени мұрамен Польшаның архивіне бардым. Ол жерде уже Прометейге шықтым. Прометейді білетінмін бұрыннан, өйткені Прометейге байланысты бір анда-санда бір нелер шықпай қалатын, мақалалар шықпай қалатын. Сондан ол хабарым бар. Ән жерде оның материалын тұтас қарадым 2007 жылы. Одан 2011 жылы үздік оқытушы, жоғары оқу орнының үздік оқытушы деген болды ғой. Сол грантымен бардым. Онда тағы отырдым архивте. Ол енді уже өзім алды материалдарды Шоқай туралы. Одан кейін күзінде 2011 жылдың күзінде әскери архивке бардық. Ол да менен басталды. Сіз мақтанып деп ойламаңыз. Ол архивтерде егер сіз мәселені біліп тұрсаңыз, солардың тарихына қатысты бірдеңелерді біліп тұрсаңыз жақсы. Өзіңіздің тарихыңызды біліп тұрсаңыз, және сіз нені іздеуіңіз керек екенін білсеңіз, мен осыны іздеп жүрмін деп айтсаңыз, олар соны жақсы көреді, бар жағдай жасайды. Нақты болу керек. Нақты. Ал келіп алып мен жұмыс істейін деп едім десеңіз, істей беріңіз дейді. Істейсіз, өзіңіз отырасыз, табасыз, таппайсыз, қайтасыз. Соны біліп бару керек. Сізге есігін ашпаған архив болды ма? Жоқ, болған жоқ. Ашқыңыз келген? Жоқ, ондай болған жоқ менде.
барлығында крем деген арқылы бәріне кірдім мен. Ал есіңізде ма, ең алғаш айттыңыз ғой, осы архив жұмыстарын жүргізу барысында Мұстафа Шоқайдың есімі сізге сол жерде кездесті. Яғни Мұстафа Шоқай сізді өзі тауып алып тұр ғой? Өзі тауып айтқанда. Ең алғашқы тапқан құжатыңыз есіңізде ма, Мұстафа Шоқай жайында? Ең алғашқы құжат сол Германия архивінде ол мынау, мен енді соғысқа байланысты иммигранттарға байланысты материалдар қарадым ғой енді. Ең бастысы маған соғысқаның қарсаңындағы материалдар қарау керек болды да. Ары қарай мысалы тұтқындарға байланысты көзқарас қайдан шықты? Неге тұтқындарды бөлді? Ұлттармен несімен қойды? Неге түркістандықтарды былай қойды? Кавказдарды былай қойды деген сияқты, грузиндарды анда қойды деген сияқты. Соның бәрін түсінуім үшін соғыстың алдындағы жағдайларды қарауым керек қой. Сол кезде бірінші болып тапқан нелерім сыртқы істер министрінен Түркиядағы Германияның елшісі Франц фон Папен. Ол бұрын премьер-министр болған кезінде, канцлер болған неде Германияда. Сол елші екен сол кезде, тура 41-дің соғыс басталған кезде. Сол Франц фон Папенге жәнегі қандай ұлттық ұйымдар бар, Түркістанға байланысты, Кавказға байланысты, тағы басқа. Орыс емес ұлттарға байланысты дейді. Сонымен ол хат жіберген. Сонда осындай Түркістан ұлттық бірлестік деген ұйым бар. Одан кейін мынадай түркістандықтар бар. Бәрінің фамилиясы жүрде осындай деп. Соларға енді сипаттама алу керек қой. Мен естеме. Папин оларды танымайды. Ол просто өткен жақта жинады, материал жіберді. Эдуард Сәлімжан деген татар болған. Ол кісі кезінде Бұхар республикасы болды ғой. Бұхар республикасының өкілі ретінде Германияда болған. Сол жерде жүріп ол кісі тіпті 22-ші жылы осы неден Қазақстан, Орта Азиядан студенттер апарған 64 адамды сол жерде оқуға. Ішінде біздің қазақтар да бар, білесіз. Сонан кейіннен Бұхар республикасы ыдырағаннан кейін ары қарай әлгі не болып, әлгі жер бөлу болып, олар республикаларға айналып кетті, кеңестік республикаларға. Сол кезде ол қалып қойған сол жерде. Сол жерде қалып қойған, одан кейін ол бірнеше тіл біледі, білімді адам өте. Сол жерде қызмет істеген. Сыртқы істер министрлігінде істеген қызмет. Сол кісіге тапсырма берген. Мінездеме беріңіз осылардың әрқайсысына деген. Сол тізімнің ішінде Вали Каюм болды ма екен? Вали Каюм жоқ. Ол болға тиісті емес болатын. Ол да студент болып келген жоқ па? Жоқ, студент болып келгендер как раз характеристика жоқ жерде. Ол жерде саясаткерлер, мемлекеттік қайраткерлер. Анау жәнегі прометейге мүшелер. Ал Каюм деген сол бар ғой. Студент болып барды, бітірді, сол жерде қалды, неміске үйленді. Жүрген бір жас адам өзімен өзі. Ешкім білмейді де. Мен сұрап отқан себебім, мен естігем сіздің осындай пікіріңізді. Вали Каюм маңызды адам болған жоқ. Маңызды адам болған жоқ ол вообще, маңыз қандай. Одан кейін Шоқай келген кезде, Шоқайды алып келген кезде, өздері біледі олар, Каюм тілмәші болсын деп. Шоқай немеше сөйлемейді ғой. Ол французша жақсы сөйлейді. Ол ағылшынша сөйлейді, ол немеше сөйлемейді. Кім соның тілмәші болып жанында жүрді просто. Атқошы сияқты болып. Иә. Сондықтан жәнегі не, Каюм хан емес, просто Каюм, Вали Каюм. Хан деп өз қосылған ғой кейін. Сондай. Сонда оның ішінде басқалар бар, мысалы Түркияда қалғандар, басқалар бәрі бар. Түркияда қалған нелер, мында келгендер, олардың ішінде бәрі жүр. Кімнің қайдан екеніне дейін жазғанда. Одан кейін соларға кім не берген кезде, сипаттама берген кезде, оған мынадай тапсырма берілген, видимо, ана сипаттама қарасаңыз. Мінездеме бере отырып, оларды пайдалануға бола ма, соны жазу керек болған, видимо, Сәлімжан. Сол характеристика сипаттамасына не жазады? Шоқай жазады, да? Ол демократиялық пиғылдағы адам. Ол орыс демократтарына жақын. Оның әйелі орыс. Оны пайдалануға болмайды, ол сенімсіз деп жазған. Саяси сенімсіз. Иә, ол саяси жағынан сенімсіз. Өйткені ол демократ. Тура сол хат менде бар. Мен соны талай мақалаларымда келтірдім. Сонда бұл бірінші документ. Ең алғашқы құжатыңыз ғой. Ал дегенмен енді Мұстафа Шоқай тақырыбын бастасақ, бұл қоғамды екіге бөліп жүреді автоматты түрде. Әлі күнге дейін солай. Оның феномені неде деп ойлайсыз? Ол не нәрсе? Оның жәнегі өзіміздің мифке де қатысы бар, дихотомиялық ойлауға да қатысы бар, алдында өзіміз айтқанның. Неге өйткені Шоқайды шынымен зерттейтіндер, дерекпен зерттейтіндер, оның қызметін білетіндер, оның қаншалықты қызметінің біз үшін маңызды екендігін білетіндер, және оның осы тұлғаның қаншалықты биіктігін білетіндер. Олар Шоқайды жақсы жазады, мақтайды, және оның кәдімгі қайраткерлік бейнесін ашуға тырысады. Ал енді дерекпен жұмыс істемегендер. Олар ана мақаланы оқиды, мына мақаланы оқиды да,
Мысалы кезінде бір горизонт газетінде бір мақала болды. Чакабаев жазды ма әлде сол неде мекемесі деген басқа біреу жазды ма, қазір ұмытып қалыппын. Сонда тіпті сурет тұр да, жәнегі әскери форманы кигізіп, міне ортасына отырып қойған тұтқындардың шоқай келіп барлығын осылай нені құрды деп, жәнегі легионды құрды деп суретті қойған. Сондайларды оқиды ғой. Одан кейін жәнегі алады да, бізде былай ғой, мен деректі білмеймін ау, мен кәсіби тарихшыны оқиын деп ойламайды ешкім. Барлығы жәнегі не істейді, біреудің берген сұхбатын алады, немесе ол бір газет журналдағы бірден алады да, сонымен өзіне өзі пікір қалыптастырады, ой ол оңбаған деген сияқты. Шоқайға байланысты кереғар пікірлердің болуы, ол біздің жалпы тарих ғылымындағы сол бір-бірімен кереғар, қарама-қарсы пікірлердің болуының бір көрінісі. Дерекпен жұмыс істейтіндер, дерекпен жұмыс істемейтіндер. Немесе қолына бір құжат түссе, сенсация жасап, шуылдап кетеді. Ана газетке шығады, мына газетке шығады, одан сұхбат алады. Мен отырып ойлаймын, ой Алла, ол құжат баяғыдан бізге белгілі ғой деп. Мысалы, үлкен тарихшылар, жас үлкен тарихшылар ол баяғыдан белгілі болуы мүмкін. Просто оны ол кітабында пайдаланды, мақаласында пайдаланды. Мысалы, мен өзім құжаттар жинаған шығару дегенге онша нем жоқ, онша өзімнің көңілім жоқ соған. Неге? Өйткені әуелі сол құжаттарды пайдаланып еңбек шығару керек. Жәнегі мақалалар шығару керек. Өзіңнің пікіріңді білдіруің керек. Оның жәнегі мәнін жаңағы ашу керек. Әр құжаттың. Иә, әр құжаттың. Содан кейін барып құжаттар жинағын шығару керек. Әйтпесе шығып тұрған құжаттар жинаған құжатты оқиды да, кез келген студент оқиды, немесе кез келген тарихи білімі жоқ адам оқиды да, ол оны бәрібір түсінбейді. Мысалы, ол тарих түсінгенде түсінбейді оны. Мына Көшім Есмағамбетов ағамыздың 12 томдығы қайсысына жатады? Жоқ, ол томдықтар бар ғой, ол томдықтарда құжаттар, ол зерттеу емес. Зерттеуді ол кісі шығарды ғой 2008-де. Жәнегі әлем таныған тұлға деген. Енді әр құжатты зерттеуге болады. Болады енді. Ол кісі өзі соны пайдаланып зерттеу шығарды, монографиялық зерттеу. Одан кейін барып құжаттар жинағын шығарды. Дұрыс қой. Мысалы, мен зерттеулер шығардым. Алдағы уақытта енді менің уақытым болып жатса, мен мысалы сол неміше документтерді қазақша аударып шығаруыма болады. Сонда жәнегі мен уже кітап шығарғаннан кейін ар жағында ол құжатты жақсы түсінеді оқырман. Ал қазір оқырманның қолына құжат бере салу, алдын ала жәнегі зерттеу жасамай, ол баланың қолына пышақ берумен тең. Қазір жоба бойынша зырылдатып тұрып жинақтар шығарып жатады. Одан кейін оны басқа елдердің нелері алады. Мысалы, одан кейін олар кітап жазады. Одан кейін біз оған табынамыз келіп, қарап. Ойбай, анау Қазақстан туралы кітап шығарды деп. Міне миф осы жерден бастап осы жерден басталады. Одан кейін өзіміздің сол туралы жазған тарихшыларымызды менсінбейміз. Сол тақырыпта бір кішкентай болса кітап шығарса, шетелдік тарихшы соның аузына қарап, соны мақтап, соны төбе көтеріп, сондықтан әрине олар біздің ғалымдарға төбеден қарайды. Ал шын түсінетін ғалымдар олардың біздің ғалымдармен жақсы байланыс жасайды, дұрыс ғалымдармен. Мысалы, ана Сара Камерон келгенде, Роберт Кендлер келген кезде, мысалы, Ян Кемпбелл келген кезде біз кездесу өткіземіз. Олар кездесуде кәдімгідей сұрақтарға жауап береді, біз комментарий береміз, мысалы, бұл дұрыс кездесулер. Олар түсінеді бізде де сондай кәсіби тарихшылардың бар екендігін. Ал кейбіреулер болады, шақырып алады да, әлгіні осы енді дүрек айтқан табын жалауға дейін барады. Ол дұрыс емес. Өйткені сіз қараңызшы, біз бар ғой деректердің үстінде отырмыз деп, архивтің үстінде отырмыз деп. Таңертең шайыңызды ішесіз, архивке барасыз. Кешке дейін отырыңыз, пәлен документ табасыз. Ал олар бір айға келіп кетеді ғой. Көп болса бір айға келіп кетеді. Көп болса 2 айға келіп кетеді. Ол кезде оның бәрін тауып үлгермей ме? Сондықтан жәнегі біздің тарихымызды шындап, кәдімгі дерекпен дұрыс түрде жазалатын ол қазақ тарихшысы. Бірақ соған бармайды ғой біздікілер. Неге? Өйткені жылдам шығарып жүру керек. Жантасып білген жылдам шығарып жүру керек. Мысалы мен қараңыз, материалдарды Түркістан соғыстарына қатысты 2003-та келдім. 2007-те диссертациямды қорғадым, одан кейін бірден 2009-да оның монографиясын шығардым. Ол жерде ол жалпы кеңес және неміс тұтқындары туралы. Ол жерде саясат, қандай саясат ұстады, және бірінші соғыстарына байланысты Ресей мен кайзерлік Германия қандай саясат ұстады, одан кейін оларды репатрация басталғанда, қайтару басталғанда бізде уже кеңес жәнегі үкіметі, ана жақта уже Веймар республикасы, олар қалай қарады, арға екінші соғыс тұтқындар қалай қарады, оның арасында қандай заңдар шығарды, одан кейін соғыс тұтқындарын қалай ұстады, ана жақта қалай ұстады, бізде қалай ұстады, қайтару қалай болды. 2018-ден 55-ке дейін алынған дүние. Сондықтан ол жерде Қазақстан қатысты
бір-екі мысал болмаса онда ештеңе жоқ. Оны монографияны шығардым. Ол кетті. Бірақ Түркістандық соғыстарына қатысты материалды мен 2003-тен кейін бірде-бір кейбір мақалаларды бір-екі жеріне ссылка жасаймын, сәл сілтеме шығарған жоқпын. И кітап 22-де шықты. Неге? Неге? Өйткені бәрібір түсіндім, жалпы енді халықаралық жағдайды, елдің ішіндегі жағдайды білем ғой. Түптің түбінде сол мәселе көтерілуі мүмкін екендігін. Мен соған зиян тигізгім келген жоқ. Ал сізге зиян басқа біреу болса, мысалы, жұлып алып, соны шығарар еді. Ойбай деп, мен ана алып келдім деп сенсация жасар еді. Сізге зиян тиюі мүмкін ба? Жоқ, маған зиян тие берсін. Бар ғой, ендігі жерде маған не зиян тигізеді? Мен диплом тартып алмайды. Көпесі жұмыстан кетемін. Пенсиям бар ғой. Маған емес. Ол соларға зиян тиеді. Жохар апай, мынау кітабыңыз «Талқыға түскен тағдыр». Түркістан соғысындар. Бұл қай жылы шықты? Бұл 22-де шықты. Жоба бойынша. Қазір ғана айтқанымыз осы еңбек жайында, иә? Иә. Ұзақ уақыт бойы өзінің жарыққа шығуын күткен кітап. Иә. Оның өзінде де бұл жерде бір шамамен 10-15% ғана кірді құжаттардың. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, апай, кейбір тарихшылар жарнамалап, бәрін әлеуметтік желіге салып, жарысып, айқайлауға тырысады. Иә. Сіз үндемейсіз. Үндемеймін. Неліктен? Өйткені әрбір тақырыптың өзінің уақыты келеді. Уақыты. Мысалы, былай ғой, кейбір тақырыптардың мемлекеттік саясатқа, мемлекеттік репутациясына, халықаралық жағдайға да қатысы болуы мүмкін. Кейбір тақырыптар. Мен енді және Қазақстанның шетелдермен байланысы, Қазақстанның тарихының халықаралық аспектілерін жазатын болғандықтан ол мәселелерді жақсы білемін. Сондықтан және көрдіңіз бе, мысалы, кейде бір жағдай ауыр болады. Ондайда елге зияныңыз тиюі мүмкін. Немесе кейде бір елдің ішіндегі жағдай басқаша болады. Ондайда сол өзіңіз зерттейін деп отырған адамға зияныңыз тиюі мүмкін. Яғни сабақ деген сәтімен дейсіз ғой. Иә, әрқайсының өзінің уақыты болады. Өзінің дәурені, өзінің кезеңі бар. Мен ылғи сіздің басқа подкасттарда берген сұхбаттарыңызды тыңдап, барлығын қарап шықтым. Сіз кезеңге қатты мән береді екенсіз. Мән беремін, иә, кезеңге. Неге? Өйткені көрдіңіз бе, кез келген оқиғаны болсын, қайраткерді болсын, жаңа айттым, өзінің кезеңінде алып қарауыңыз керек. Бүгінгі күннен тұрғысынан баға бермеу керек. Ал мысалы мен оны жазған кезде бүгінгі күн тұрғысынан ол жаман болып саналып тұрған шығар. Мүмкін оған теріс баға беріп жатқан болар. Ендеше кезеңге өтейікші, Гүлжауһар апай. Мәселен, Мұстафа Шоқай тақырыбы. Кеңес үкіметі неліктен соншама қорықты Мұстафа Шоқайдан? Иә, бұл жақсы сұрақ. Ал қазіргі кезеңде де өзгерген жоқ қой ештеңе? Жоқ, қазіргі кезеңде өзгерді жағдай. Қазіргі кезеңде көрдіңіз бе, қанша кітап шығып жатыр, еңбектерін шығарып жатырмыз. Қазір өзгерді. Кеңес кезеңі мысалы тұруға келмейді бұны. Кеңес кезеңде қараңыз, барлығы неге бағынды? Ақ жол деген нені жапты ғой, газет мысалы да. Соны қаралады ғой. Сол кезде Сталиннің және айтқаны бар. Мынау Ақ жол газетінің кейбір женегі идеялары небезвестный дейді, яғни белгілі деген мағынада. Белгілі женегі Шоқайдың ойларымен ұштасып жатыр деп. Ұштасып жатыр дейді. Сонда көрдіңіз бе, ол анау әлгі ешкімді көзіне ілмейтін көсем, кеңес одан көсемі, кімнің аузынан Сталиннің сондай сөз шығып отыр. Мойындау ма сонда? Мойындау ма? Мойындау. Оның мықты екенін. Ал неге оны жек көреді? Өйткені ол шетелде жүріп, бірнеше тіл білетін адам, білімі терең, ол Петербург университетін бітірген, және ол сол кездің өзі саяси қызметке араласты, білесіз, немен. Ол ана жақта жүріп, Европада жүріп, кеңес үкіметінің саясатын сынады. Және жалаң сынау емес ол білген адамның сынауы. Мақалалар жазды, кітаптар шығарды. Оны женегі лекция оқуға шақырды, мысалы 29 жылы, 30 жылы неге барған, Лондонға барған. Сонда мысалы бір хаттар бар, одан кеңес аламыз деп женегі сұрағандар. Одан кейін Корольдік Шығыстану институтында ол баяндама жасады мысалы. Одан кейін мен сізбен кездесе алмай қалдым, сонымен сізбен кездесетін уақытыңыз бар ма мен деп қонаққа шақырып жатқандар бар да. Оның бәрі жай емес қой. Оның бар оның қандай үлкен тұлға екендігін білдіреді. Ал оның сынауы, ол жалаң сынау емес, ол кәдімгі дәлелдемелермен, деректермен сынау ғой. Былайша айтқанда, ненің кеңес одағының ішкі жағдайларын білетін адамның сынауы, олар енді Совет үкіметіне жақсы емес. Қауіпті. Қауіпті ол, өте қауіпті. Одан кейін былай болды, Түркістан 1917 жылда деген кітап бар ғой. Соған алғы сөзді социал-демократиялық партияның өкілі жазды. Бұл деген кеңес үкіметі үшін, коммунист партия үшін үлкен соққы болды. Социал-демократ партия болды, жұмысшы партиясы. Көрдіңіз бе?
Сондықтан жәнегі оның совет үкіметі үшін былай қарапайым жаулар ештеңе емес, ақылды жау қиын ғой. Ол кеңес үкіметі үшін ақылды жау болды. Мен сондықтан да жек көрді. Арғай қаралау жалғаса берді. Одан кейін барып жәнегі не шығарып алды, ойбай оның әлгі легионға қатысы бар деп. Сөйтіп қаралады. Сөйтіп халықтың алдында оны әлгі төмендетті, ойбай соғыстың кезінде ол ана жақта болды, мына жақта болды деген сияқты қылып. Сонан кейбір даже қаралаулар бүгінге дейін келе жатыр да. Кейбіреулер соны негізгі айтады. тағылған айып қандай сонда Мұстафа Шоқайға кеңес үкіметінің тарапынан? Кеңес үкіметінің тарапынан олар айтады, не деп, елді сатты, өзінің елін сатты, ол Польшаның тыңшысы болды деп, ана Прометей ұйымына байланысты. Одан кейін соғыстың кезінде Германия жағына шығып кетті, фашист Германия деп айтады. Сіз Польша архивінде отырдыңыз ғой, осы жайында ашып айтыңызшы. Польшаның архивінде осы жерде бір-екі ауыз айтып кетейінші, мына Шоқайға байланысты, басталуына байланысты. Жалпы Шоқайдың атын бірінші болып бастап және шығарған адамдар ретінде де Әбіс Ақтағанұлы Тәкенов. Міне ең бірінші анау нені және Түркістанның 17-ші жылда деген еңбегін жеке брошюрка етіп, жеке кітап қылып шығарды сол кісі өзінің алғы сөзімен. Одан кейін ең бірінші шыққан жинақ кейінгенде 10 томдық, 12 томдық, жәнегі 3 томдық деңдер шығатты ғой. Ең бірінші Шоқай еңбектерінің жинағы шығарған ол кім? Мәмбет Қойгелдиев пен Айтанов. Сол екеуі шығарды да. Айтан ба ол кісінің аты. Мүмкін жазып отырған болар. 2 томдық жинақ шығарды. Қазақшалап. Солардан басталды негізінде. Арғай жұрттар іліп әкетті. Одан кейін қараңыз, жәнегі үлкен монографияның шығуы, үлкен кәдімгі соған арналған кітаптың шығуы Қазақстанда. Бұл екеу. 2007-де жәнегі Дархан Қыдырәлінікі шықты, 2008-де Көшім Есмағамбетовтің әлемге танылған тұлға. Иә. Сондай және көрдіңіз бе? Бұлар зерттеулер, бұлар жайылғы анамна емес зерттеулер. Міне осылай басталды Шоқайға байланысты. Ол кезде мен оған кіріскен жоқпын әлі. Енді қараңыз, әлгі тыңшы болды дегенге. Ең алдымен Прометей ұйымы ол үлкен ұйым. Ол былай қарағанда саяси клуб сияқты болды. Оған мына жәнегі бұрынғы Ресей кейінгі кеңес одағынан барған эмигранттардың барлығы қатысты. Қатысқанда әрқайсы жеке мүше емес, ұйымдары. Мысалы, оған Әзербайжан ұйымы кірді, оған және Грузин ұйымы кірді, оған Солтүстік Кавказдың және халықтарының ұйымы кірді, оған Түркістан ұлттық бірлестігі кірді. Осындай барлық ұйымдарды ол жәнегі біріктірген саяси клуб сияқты болды. Одан кейін оның басқару комитеті былайша айтқанда, оған әрбір ұйымнан 2 адамнан енгізді. Мысалы, Түркістан ұлттық ұйымынан бірлестігінен Мұстафа Шоқай мен Осман Қожа кірді, екеуі. Ұлттар лигасына бірнеше рет олар үнемі хат жазды. Мысалы, мынадай жерде мына ұлттардың құқықтары шектеліп жатыр, мына ұлттар езге ұшырап отыр. Даже 13-те бір хат бар, неде Қазақстанда қазақ тілінің жәнегі жоғалып бара жатқанда, қазақ тілінің жәнегі қолданылым мүмкіншілігінің азайып бара жатқанда туралы хат бар жазған. Ол ұйымды поляк үкіметі қаржыландырды, Пилсудскийдің кезінде. Сонан бар ойлайды емес, олай әдейі шығарып алған, ол поляк үкіметі қаржыландырды, ол тыңшылық ұйым болды деп. Олай емес, қараңыз. Мен ол жерде бір өздері олардың арнайы жіберген тыңшылар болмады деп айтпаймын. Неге? Өйткені кез келген мемлекетте бір бөтен адамдар, эмигранттар ұйым құратын болса, оған міндетті түрде бақылаушы жіберіледі. Ол дұрыс, өйткені мемлекеттік қауіпсіздікті ойлау керек. Бақылаушылар жүрген болар ол жерде. Бірақ бір олар Шоқайды, немесе Шоқай сияқты деңгейдегі адамдарды тыңшы жасамайды. Өйткені ол тым белгілі. Біріншіден тым белгілі. Оны бір келген моменттен тауып оның тыңшылығын мысалы. Тым салмақты. Иә, тым салмақты. Ары қарай ондай жәнегі зиялы, білімді адамдар тыңшы болмайды, олар оған келіспейді тыңшы болуға. Ол мүмкін емес просто. Шоқай қандай, Осман Қожа қандай, Расулзаде қандай, Кантемір қандай да, олар деген жоғары деңгейдегі ұлттық азаттық үшін күрескен адамдар. Білімдері жоғары, түсінігі жоғары. Олар бір мемлекет жәнегі ұйымды қаржыландырым дедікен деп, ол ондай тыңшылық қызметке бармайды. Одан кейін оларды алмайды да тыңшылыққа, өйткені слишком бірден ашылып қалады ол. Тым белгілі адамдар ғой. Тым белгілі, тым кәдімгі танымал адамдар. Ары қарай олар сөзге тиек етеді, мысалы, не деп, оның бүркеншік аты бар деп. Бүркеншік аттар олардың көп. Чоп деген. Иә, чоп деген, иә. Есмағамбетовтің кітабында кімнің өзінің псевдонимдері берілген. Шоқайдың мақалаларында қандай аттармен жазған. Әжептәуір оның өзінің де. Мысалы да, барлығы сөйтті.
Псевдонимді не үшін псевдоним қолданған? берді. Псевдоним не үшін керек? Олардың туысқандары бар емес пе? Мына жақта, Кеңес одағында. Егер олар псевдониммен байланбаса, ертең ол мына жақтағыларды құтпай ма? Мысалы, және ғана Премати ұйымында. Қараңыз, мен айттым ғой мынадай кітапша деп. Содан мен содан біраз беттерін түсіріп алдым неге де. Сонда қараңыз, мысалы Писучкин өзіне не берілген, жәнегі әлгі псевдоним берілген сыртынан. Перепискада соны байланысыңдар деп. Елдерге берілген, мысалы Румынин арбуз дейді. Сондай жәнегі аттар берілген де, не барлығында бар. Гитлерге де псевдоним берілген. Муссолиниге мысалы фанфарон дейді. Сондай бәріне берілген. Ол не үшін? Ол мына переписка хат жазған кезде атамау. Қауіпсіздік үшін. Сен хат жазған кезде өзің атын атамау керек. Неге? Өйткені ол біреудің қолына түсіп қалады. Оның фамилиясы тұрса, мына жақ келіп туысқанын құтпай ма Кеңес одағындағы. Сондықтан ол ненің болуы, бүркеншік аттың болуы, ол ешқандай оған дәлел емес. Тыныш болды деген. Түсінікті. Жалпы бұл Польша архивтерінде немесе Герман архивтерінде өзіңіз кездестірген құжаттардың ішінде Европа дипломаттарының Мұстафа Шоқай туралы қандай пікірлерін кездестірдіңіз? Жалпы Шоқай туралы барлығы ірі тұлға деп атайды, ірі тұлға. Әсіресе Түркияда Мюленнің кітабын өте жоғары бағалайды. Патрик фон Сурмюлен «Қызыл жұлдыз бен свастиканың арасында» деген жақсы кітап әрине. Бірақ ол кісі Каюмнан көп не алған интервью. Соғыстан кейін жазылған кітап қой енді. Сонда не 60-шы жылы шықты ғой деймін ол кісі, ол кітап. Сол кітапты немешеден түркшеге аударып шығарған Түркияда. Қазір түрік зерттеушілердің бәрі сол кітапты оқиды, негізі алады. Ашынған мен өзім жәнегі ол кісіні құрметтеймін. Көп деректерді архивтен байланған. Бірақ Каюмнен интервью алғаннан кейінгі жерде оның Шоқайға көзқарасы мүлде басқа. Сондықтан біз оны вообще ұстамауға тиіс. Мысалы былай деп жазады ол. Шоқай Парижден Германияға келді. Оны алғызды ма, жоқ әлде өзі келді ме белгісіз деп жазады. Ашында құжаттар мен таптым, оны алғызды. Мына Розенберг деген шығыстағы басып алынған жерлер министрлігі деген болды ғой. Сол министрліктің басқарды министр ол. Шығыс министр деп айтады оны. Сол алғызды оны. Мюлен жазады, өзі келді ме, жоқ оны алғызды ма белгісіз дейді. На самом деле жәнегі Надольный деген белгілі дипломат, советник, сол жазады, Розенберг арнайы мақсатпен Шоқайды алғызды дейді. Қандай мақсатпен алдырды? Қандай мақсат? Өйткені сол кезде мен мына кітабымда оны жаздым, не түркістандықтарды, кавказдарды, басқа жәнегі қалықтардың тұтқындарын бөліп алып, жеке лагерге орналастырып, олардан жәнегі әскери бөлімдер құру туралы идея шықты. Ол идеяны Шоқай шығарған жоқ, ол идеяны басқа иммигрант шығарған жоқ. Вообще негізінде бірінші соғыс кезінде сондай болған. Ұйымды әскери бөлімдер құру деген. Ол әрбір соғыста болған жағдайлар. Сондықтан осыған байланысты, міне қараңыз, 39-да соғыс басталды ғой Европада. Европаның почти барлық халықтарынан нелер құрылды, әскери және бөлімдер құрылды вермахтың құрамында. Осыдан кейін Розенберг пен Риббентроп не жасады, жоспар. Анықтау керек, көңіл үйлері қалай екен бұлардың. Орыс емес тұтқындардың көңілі қандай. Деп соны анықтаймыз деп комиссия құратын болды. Тамыз айында. Сол жәнегі комиссия аралау керек лагерлерді. Ол жерде әлі бірдеңе құру туралы әңгіме жоқ, әскери бөлім құру туралы. Просто көңіл күйін білу керек. Тізімін жасау керек. Сол үшін енді оларға аудармашылар керек қой. Олармен сөйлесу керек қой. Олардың бәрі, олар неміс тілін білмейді ғой. Ал неміс тілінде сөйлейтіндер олардың тілін білмейді ғой. Кім қазақ, өзбек, түркмен тілін біледі мысалы, кім украин, белорус тілін біледі деген сияқты. Сондықтан жәнегі жан-жақтан иммигранттарды іздеді. Барлығын әкелді, барлығын. Иммигрант емес, тіпті бұрынғы студент болғандар әлгі. Оларды да тауып алды. Тіпті баяғыда жәнегі Германияға келіп тұрып қалғандарды да тауып алды, тіл білсе болды. Сөйтіп 600 адамнан тұратын комиссия құрылды. Ол комиссия жеке-жеке бөлініп, жеке-жеке топтарға бөлініп, лагерлерді аралады. Шоқайды сол үшін алып келді. Гүлжауһар апай, сонда комиссияның құрамының өзі 600-ден астам болса, сонда тұтқындардың саны қанша болды? Ой, тұтқындар көп өте. Жалпы статистика бар ма? Жалпы кеңес тұтқындары 5,17 миллион деген не бар. Енді ол негізінен шетелдің тарихшыларының есебінен алынған. Штрайттың в основном анықтағаны. Ал ресми не деп 4 миллион 280 мың деп айтады. Жалпы кеңес тұтқындары. Ал Қазақстан тұтқындарды біз анықтай бастағанбыз, анықтап жатырмыз әлі. Соған байланысты біреулер 200 мың дейді, біреулер 70 мың дейді. Оның бәрі әншейін алынған на самом деле. Қазір анықтау жүріп жатыр. Ол жұмыс тіпті комиссиядан бұрын басталды әуелі тұтқындарды, Қазақстан тұтқындарды анықтау деген.
Анау президент архиві кезінде Борис Әлекенұлы Жапаров директор болып тұрған кезде, сол кезде сайт ашты, тұтқын кезет деген. Сол кезде жинадық біз материалдарды. Ол әлі жүріп жатыр. Ол бірден жасалатын дүние емес. Оны ала сап біздің анықтау дегенде женеге емес, ол мүмкін емес. Неге өйткені ол өте үлкен жұмысты талап етеді. Із-түзсіз жоғалған, қайтып елге оралмаған жауынгерлерді осы тұтқындардың тізіміне кіргізуге бола ма? Енді қаншама жыл өтті? Жоқ, оны болмайды. Өйткені ол мүмкін бір шайқаста қаза тапты, мүмкін немістердің қолына көшті, одан қайтадан ол азат еткен кезде олар уже мысалы қалған жерде қалуы мүмкін ғой. Мен өзімнің туған атам, мысалы, Зайырдың туған інісі соғыстан оралмаған. 1941 жылы кетеді. Бірінші Ташкентте оқып жүрген жерінен әскерге кетеді, әскерден ары қарай соғысқа алып кеткен. Енді әскерден кеткен адамның жоғары білімі бар. Ол жай ғана жауынгер болуы мүмкін емес қой. Офицер болған шығар. Офицер болған шығар. Алдыңғы шепке шығуы мүмкін, бірақ ешқандай хабарсыз кеткен. 5-6 айдан кейін хабар үзіледі. Соны атам өмір бойы іздеумен кетті. Одан кейін әкемнің үлкен ағасы, ол кісі де өмір бойы іздеді. Қазір ол кісінің өзі 90-ға келді, әкемнің үлкен ағасы. Одан кейінгі келесі буын өкілі ретінде сол маған берілген сияқты. Мен де ол кісіні іздеуді бастадым. Қарапайым адам ретінде, мысалы, мен үшін қолжетімді емес архив. Бірақ кейде ресей сайттары ашылып тұрады. Сайтқа жазам ғой, маған осындай атам осы жылы кеткен, дивизиясын бәрін білем, жазам. Оның келген хаттарының бәрін аудардым мен жаңағы төте тілден өзіміздің кириллицаға аударып. Үшінші буын өкілі ретінде мен іздеп тұрмын, бірақ мен таппадым ешқандай сайттан. Шықпады, еш жерден шықпады. Сайттан табу оны қиын, өйткені осындай із-түзсіз жоғалған жандарды қайдан іздеуге болады? Және олар мүмкін осы саяси оны іздеудің жолы бар. Тұтқындардың тізіміне кетпеді ме? Ол тұтқын болмаған шығар, ол тұтқын түспей қайтыс болып кеткен шығар, қаза тапқан шығар. Мысалы, бір керемет ауыр шайқастар болды ғой. Тіпті сонда қаза тапқандарды денесін алып кету мүмкіншілігі болмаған шайқастар да бар. Сондықтан оны іздеудің бір жолы бар. Оны керісінше, мысалы, мен таппаймын, тарихшы. Сіз ұрпағы табуыңыз мүмкін. Ол қандай жол? Менің қазір Ресей Федерациясының қорғаныс министрлігінің орталық архиві бар Подольскіде. Сол архивке сіз хат жазасыз. Мен ұрпағымын дейсіз. Оны дәлелдейтін құжаттар саласыз, мысалы, ұрпақ екендігіңізді. Одан кейін женегі ана хаттар бойынша өзіңіз анықтаған жазасыз. Соңғы хат пәлен жылы пәлен жерден келген. Бар ғой сізде хат енді. Оның сыртында дұрыс болу керек қой енді. Соңғы хат пәлен жылдың пәлен айында женегі осындай жерден жазылған. Алдық біздер. Одан кейін хабарсыз кетті. Олар оны таба алады. Жоқар апай, жалпы мынау еріктілер дейміз ғой, волонтерлар. Ондай бар. Қазақстанда жалпы ата аманаты деген бірлестік бар. Оның негізін қалаған Майдан Көмекұлы. Атамыздың өзі 90-ға келіп қалды ғой деймін. Ол кісінің әкесі соғыстан қайтпай қалған, сондықтан әкесінің достары бар, басқа туыстары бар, соны іздеу мақсатында осы ата аманаты бірлестігін құрған. Құрылтайшылар да бар, тектанушылар барлығы осымен айналысады. Зира Наурызбай апамыз да осы тақырыптың аясында жүр дәл қазір. Қаншалықты осындай бірлестіктер тарихшыларға жүгінеді? Мысалы, сізге хабарласқаны бар ма ішінде? Сіз тұтқындармен айналысасыз. Бар екен де білмеймін әуелі. Мен жоқта сөйлескен. Міне сол ата аманаты бірлестігінде жалпы ерікті түрде соғыстан із-түзсіз жоғалған, қайтып оралмаған жауынгерлерді іздейтін бөлім бар екен. Мен сонда тапсырдым. Еріктілер отырып өзінің уақытын бөліп, күні бойы, түні бойы іздейді екен әртүрлі сайттардан. Бірақ сол шықпай жатыр. Сондықтан былтыр біз биыл жаңағы соғыстан келмеген Байділда атамызға ескерткіш қойдық. Яғни бұл жаңа сіздің еңбегіңіз ғой негізі, мысалы, тұтқындарды іздеу, тұтқындарды ақтау, осы жұмыстардың барлығын атқару үшін сіз қаншама жылыңызды арнадыңыз? Мен сіздің бүкіл подкасттарыңызды тыңдап шықтым. Кітаптарыңыздың бәрін оқыдым деп айта алмаймын. Бірақ бәрімен таныспын, тақырыбыңызбен таныспын. Сізді не итермеледі осы нәрсеге алып келген не болды? Бұл аманат па, әлде сіздің миссияңыз ба, жоқ әлде сіздің шынымен таңдап алған өзіңіздің бір сүйікті пәніңіз болды ма тарих? Былай қарасаңыз, мен Қазақстан тарихымен айналыспаймын, жалпы мен біз Европатанушы дейді. Германист дейді. Біздің өзіміздің саламыз. Қазақстанда жалпы Европатанушы дегендер өте саусақпен санайтындай ақ. Солай болып жүре беруге болатын еді. Европа тақырыбына жазып жүре беруге болатын еді. Бірақ мен әлгі докторлық диссертацияны тұтқындардан жазған кезде көріп отырмын ғой енді қаншама материал жатқандарын. Қалай женегі олардың лагерде қалай болғандарын, жағдайлардың бәрінде, қалай олардың азапталғанын деген сияқты. Мен сол кезде көрдіңіз бе, мен сол кезде ойладым. Осы доктор диссертацияны қорғайын,
содан кейін бет бұрайын Қазақстанға деген. Егер мен жәнегі шетелдің архивіне кіре алатын болсам, ала алатын болсам, онда неге маған мысалы Қазақстанға қатысты шетел архивінің материалдарын алуға болмайды? Неге мен солай зерттеуіме болмайды деген ой туды да. Соның ішінде тұтқындар, эмигранттар. Одан кейін тағы да бір мәселе мені қызықтыратын, кеңес үкіметі жаңадан орнап жатқан кезде, патша үкіметі құлағаннан кейін өте көп идеялар болды ғой. Қандай тәуелсіздік қай тұрғыдан аламыз? Қандай тұрғыдан мемлекет құрылады деген. Мен соған да кәдімгі қатты қызықтым. Соған байланысты архивтерде сол кім келді, қандай эмигрант болды шетелде бізден. Да, соларды қаздым. Одан кейін бір қызық документтер тауып алдым да, осы жақтан барып, немесе ана жақтан Европа елдерінде болып, сол Европа елдеріндегі эмигранттар келіп, кімге Вудроу Вильсонға хат жазған, ненің ақш-тың президенті. Сіз Польшаға тәуелсіздік алып бердіңіз, сіз Финляндияға тәуелсіздік алып бердіңіз, алуға көмектестіңіз. Біз осындай еліміз, мысалы Сәлім Мұса деген эмигрант жазады, ол прям Швециядан келіп, Германияға келген, мен осы хатымды жеткізіп беріңіз деп. Балқаштан Оралға дейінгі созылып жатқан жерде тұратын халық, бостандық сүйгіш, осындай халық өзінің жерін өзі толық пайдалана алмайды, өзінің мал мүлкін өзі пайдалана алмайды, отарлық езуде отыр деп. Поляк халқына көмектескен сияқты біз де сізден көмек күтеміз деген сияқты осылай хат жазған да. Сонда көріп отырсаңыз, біз қазір тек қана ішкі жағдайды зерттеп жатырмыз. Ішкі жағдайды, біздің тарихшылар ішкі жағдайды зерттейді. Одан кейін тағы бір қызығы, мысалы бір айтып қалсаңыз, мысалы қазақ тәуелсіз мемлекет, мысалы қандай формада құрылу керек, және қай территорияда құрылу керек да. Соған байланысты осындай концепциялар болды деп айтсаңыз, мысалы Шоқайда мынадай концепция болды, Әлихан Бөкеновта мынадай концепция болды десеңіз, сізге бас салады. Олардың ойы бірдей, олар өз бір-бірімен жақсы болған, дос болған. Мен айтамын, жақсы болған екеуі. Рас, мысалы Бөкейханов шында да Шоқайды тартқан қызметке, тағы басқа. Мәселе онда емес. Мәселе олардың өзінің ойының болуында. Өзінің қаншалықты қай кітапты оқыды, қай елдің тарихын біледі, немесе қаншалықты Ресейдің тарихын біледі, қаншалықты білім деңгейі, қай жерде өсті, соған орай ананың өз концепциясы, мынаның өз концепциясы болуы мүмкін. Әрқайсының өзінің көзқарасы және ұстанымы пайда болды. Иә, ол керісінше олардың жоғары деңгейге көтерілгендігін білдіреді. Әрқайсының концепциясының болуы. Мысалы Лапиннің өз концепциясы бар. Ол бір-бірімен жаман болды деген білдірмейді ол. Біз сразу ойбай олар жаман болған жоқ деп. Бір кезде мен бір конференция деп айтқан кезде бір дөңгелек үстел болды. Ненің кезінде пандемияның кезінде бәріміз онлайн отырмыз. Сонда осылай концепциясы болды деп айтқан кезде, кімнің концепциясы осындай, Бөкейхановтың, Шоқайдың концепциясы осындай деп айтқан кезде, кім деген бар ғой, Юлай деген Америкада оқыған, сол жақта құраған ғалым, кейін Совет Назарбаев университетінде істеп жүрді, татар. Ол айтты, мынауыңыз жақсы екен деп, концептуал идея деп. Ал біздің өзіміздің біріне маған ренжіді Шоқайдың туысқаны. Олар екеуі өте жақсы болған, сондай сөз айтпаңыз деп. Мен ол кісіге түсіндіре алмадым, өйткені ол тарихшы емес. Көрдіңіз бе? Керісінше біз осылай концепциялар бар екенін шығарсақ, олардың әрқайсысының да ол нені көрсетеді? Просто ой біз басанда қаламыз, ой біз қазақ мемлекетін құрамыз деп әлгі шуылдап жүрген жоқ. Олардың өзіндік уже концепциясы, жоспары, планы бар, проектісі бар, жобасы бар. Осы концепция дегеннен шығады ғой. Тіпті осы біздің арнамызда да Мұстафа Шоқай тақырыбында бірнеше подкасттар жазылып үлгерді және жарыққа шығып үлгерді. Соның астында кереғар пікірлер де бар. Неге Мұстафа Шоқайды соншама дәріптейсіңдер? Ол кезінде алаш зиялылары сияқты өз елінде қалып, өз жеріне қызмет етпей, шетке қашып кетті дейді. Бұл жай ғана пікір сияқты естіледі, енді кейде диванда отырған критиктер көп қой. Солардың бір жазған шығар деп былай өткізіп жіберейін десең, бәрібір жүрекке келіп тиеді екен. Осы жолда жүргеннен кейін. Осыған сіз не айтасыз? Иммиграция кету ол ел сату емес. Алда қандай мүмкіндік бар, мысалы, өз ұлтымның бостандығы үшін күресуге. Қандай мүмкіндік бар? Мысалы, алаш елері, алаш мүшелері, алаштың жетекшілері біреуі, мысалы, коммунистермен одақ құру деп ойлайды. Мүмкін соған одақ құрып, мысалы, солар арқылы тәуелсіздік алуға болатын шығар. Ол да дұрыс. Біреулер басмашылар қозғалысы арқылы, мысалы, қарулы көтеріліс арқылы жасауға болатын шығар деп ойлайды. Ол да ұлт азаттық қозғалысы қойды, басмашылар. Ал Шоқай мысалы шетелге барып ұлт азаттық және ұлттың азаттығы үшін күресем деп ойлады мысалы.
Сондықтан ойы үшін оны кінәлауға болмайды. Әрқайсының өзінің жолы бар. Және қазір біз мәселені қалай қоюымыз керек? Ол неге кетіп қалды деп емес. Кетіп қалса 37 жылы, 38 жылы кететін еді. Атылып кететін еді. Атылып кететін еді болды. Оны тіпті бар ғой, соттап та жатпайды, атып тастайды. Қалай атып тастады біздің адамдарды, мысалы қарасаңыз, мықтыларды құртты мысалы. Бір болып құрып кететін еді. Одан кейін біз, ол кісіні тізімге қосамыз. Солай және қаза тапқандардың бостандық үшін. Оның есесіне оның бүкіл Европаға қазақтардың тәуелсіздік үшін күресіп жатқанын, олардың езгілікке ұшырағанын, олардың тілін құрып батқанын, тағы басқасын кім шығарар еді? Кім шығарар еді мысалы? Сондан көрдіңіз бе, бұлай мәселе қойып түсінбеушілік. Мысалы, Шоқай болашағын Европада жүріп күрес жүргіземін деп көрді. Басқалар, мысалы, не де болса осы жерде күресеміз деді. Осы жерде тағы бір пікір тарихшылардың арасында сізге қаншалықты бұл таныс. Мұстафа Шоқайды Европаға барып, кеңес үкіметіне қарсы пікірлерге жазуға, яғни осы жолға түсуге Әлихан Бөкейханов өзі ұсыныс жасаған дейді. Яғни Мұстафа Шоқай өз еркімен кеткен жоқ. Мен мұны естідім негізі осы пікірлерді. Бірақ осындай құжат мен тауып алдым дегенде естіген жоқпын. Мен өзім мысалы. Сонда бұл миф па? Миф деген ол ешқандай негізі жоқ, негізі болуы да мүмкін емес, да? Бір көркем әдебиеттен немесе бір фольклордан алынады, да? Сөйтеді тарих қылымына еніп кетеді, ол миф. А гипотеза деген ол жорамал, болжам. Сол болжамды айтады біреулер. Неге? Өйткені бір документтен тура сол айтылмаса да, бір сол жерде соған бір емеурін болды, мысалы. Ол мүмкін ғой онда емеурін. Сонда ол айтады. Енді сол немен дәлелденсе, егер сондай құжат табылып, онда ол және болжамнан шындыққа айналады. Сондықтан және көрдіңіз бе, және миф пен болжамды ажырату керек. Мен мысалы мына идеяны болжам деп санаймын, миф деп емес. Мен бұны сұрап отырған себебім, архивте көп жылдар қызмет еткен тарихшы ретінде сізден сұрағым келіп отырғаны, Мұстафа Шоқай мен алаш зиялыларының арасында жазған бір хаттар, немесе қандай да бір құжаттар болды ма? Мен енді ол мәселені Ресейдің немесе Қазақстан архивімен зерттеген жоқпын ғой. Егер Ресейдің архиві мен Қазақстан архивінен қазатын болса, әсіресе Ресейдің архивінен шығуы мүмкін ғой. Қазақстан архивінен шығуы мүмкін. Немесе ондай хаттар даже болған күннің өзінде, тінтудің кезінде қолға түсіп кетті ме, әлгі оларды ұстаған кезде. Енді арада байланыс болуы мүмкін емес қой. Оны өртеп жіберді ма, мысалы, НКВД қызметкерлері. Әбден мүмкін. Қазір әртүрлі болжам айтуға болады. Мен ойлаймын, түбінде қауіпсіздік мекемелерінің архивінен шығып қалар мүмкін. Мен мысалы соған үміттенемін. Бұны сұрап отырған себебім, жаңа фильмді көрген шығарсыз, Мұстафа Шоқай деген 2008 жылы шыққан Сатыбалды Нарымбетов ағамыздың фильмінде. Енді жалпы халық осы фильм арқылы Мұстафа Шоқайды елестететін болдық. Шындап келген кезде Сатыбалды Нарымбетов айтады ғой, мен ол кісіден көзі тірісінде сұхбат алған болатын, бірақ бұл тақырыпта емес. Әрине соған қатты өкінемін қазір, ол кезде бұл тақырып неге қозғамадым екен деп. Бірақ өзі әңгіменің арасында айтып қалған болатын. Менің Мұстафа Шоқай фильмі менің музам айналды деп. Мұстафа Шоқай шындығында былай өмірде өзі қалжыңдап айтып жатыр да, бойы ұзын, ондай мұртты сұлу жігіт болған жоқ қой дейді. Ол кісінің әлемі сұлу болды, ол кісінің ішкі жан дүниесі қандай сұлу болды. Сол сұлулықты мен көркем режиссер ретінде тек қана актер арқылы ғана көрсете аламын дейді. Мен соған мәжбүр болдым. Мен үшін ол танымал, бой ұзын, мұртты, келісті, келбетті актер болу керек деп айтты. Сонда ішкі жан дүниесін көрсетіп тұр ғой. Енді сол фильмде мысалы Мұстафа Шоқайдың осы саяси жолын толық көрсете білген, енді ашып. Саяси жол демей-ақ қояйын, өмір жолы ғой негізі. Мария екеуінің арасындағы шынайы махаббат, екеуінің бір-біріне деген беріктігі, сенім арадағы. Сол жерде де Мария Шоқай Мұстафаға жеткенге дейін, яғни Тбилисиге дейін жолда қаншама қиыншылықтар көреді, жаңағы өзбек ака көмектесіп жүрген. Кез келген жерден хат тауып алып отырады ғой. Отырған жеріне хат тастап кетіп отырады. Байланысты бәрібір орнатып отырды. Сол хаттар кімнен келді? Жұмбақ күйінде қалған сияқты сол фильмде. Ашылған жоқ ешқандай. Архивтерде бар ма осындай құжаттар? Көркем фильм. Сонда көркем фильмді біз дерекке айналдырмайық. Дерекке айналдырмайық. Кім әрине қатты қиналып келді, конечно, көркем дейді ғой, көркем фильмде. Сондықтан жәнегі ол жерде біз оның әрбір оқиғасы қалай дәлелдейміз демейік. Ол
сценарийді жазады. Да? Ол жерде әрине әртүрлі әдіс қолданылады. Метафора да бар. Бірақ ең бастысы өте жақсы сомдалған Шоқайдың образы онда, бейнесі де. Ал жәнегі Мария Шоқайдың рөлі ол басқаша. Қандай мағынада? Именно эмиграцияда оның рөлі өте жақсы көрінді. Мысалы, Парижге барған кезде алғашында қатты қиындық көрді. Басында ақшалары болды, ақша бітті, жұмыс жоқ. Да? Оның алдында олар Түркияда да қиындық көрді ғой. Түркияда олар жылдам кетеміз деп ойлаған жоқ Парижге басында. Таймс газетіне жәнегі 5 мақала жазып бер деп, ана ненің әлгі Азамат соғысының соңғы күндері туралы деп, шайқастар туралы деп, одан кейін оған бір таныстар не береді, ол жазады ол мақаланы, дайындайды. Одан кейін артынан кейін ол берген кезде ол газет баспайтын болды дейді. Онда да бір конъюнктура өзгеріп кетті, видимо, конъюнктура өзгере береді ғой. Сонымен олар ақшасы қалды, қиналып кетті, қатты қиналды. Сөйтіп жүріп әйтеуір одан кейін тағы да сол достардың басқалардың көмегімен Парижге өтті. Да? Парижге келген кезде алғашында жәнегі олар әйтеуір бар ақшасымен өмір сүрді, жұмыс іздеді, жұмыс жоқ, содан тіпті ақшасы қалған сәттері болды. Сонда кімнің өзі жазады, Мария Шоқайдың өзі, сол жердегі орыс иммигранттар Чехов атындағы театр деп театр құрды дейді. Содан кейін ол соған барған театрға. Соның дейді вокал бөліміне мен алындым дейді, вокал тобына дейді, ән айтады ғой кісі. Сонда дейді дайындалдық дейді, одан кейін ешкім келген жоқ оған дейді. Сол үшін дейді, өйткені ақша жоқ дейді, келмейміз дейді, ешкімде ақша жоқ дейді. Барлық иммигранттарда ақша жоқ. Сонан не істейді ол дейді, өзіміз залдың арендасын өзіміз ақша жинап төледік ақыры дейді, ешкім келмегеннен кейін дейді. Сөйтіп дымсыз қалдық дейді. Сонда ол не істейді, қолында бар ақшамен азық-түлік сатып алады да обед жасайды. Жәнегі не береді андай хабарлама жасайды, жарнама береді. Осындай жәнегі Мария Шоқай түскі ас ұйымдастырады, бір адамға осынша, мысалы 25 франк деген сияқты сөйтіпті. Сонда дейді басында біреу екеуі солай келіп жүрді дейді, оны ертеңгіге өзіміздің кешкі асқа нетем дейді да, қалғанын дейді. Одан кейін тіпті 5-10-ға дейін келетін кездер болды дейді. Солар кезде ол солай өмір сүрген олар, содан түскен ақшамен. Бірақ артынан кейін әйтеуір Шоқайын мықты жазады ғой, мықты жазады. Және жақсы біледі бүкіл мына кеңес одағындағы жағдайды. Және сол кезде ол уже француз тілін оқып алады. Сөйтіп жәнегі Милюковтың діни деген газетіне корреспондент, тілші болып орналасады. Уже жалақы ала бастайды. Сөйтіп жәнегі ары қарай әйтеуір өздері былай көтеріліп кетеді да. Сондай. Содан кейін Парижде не қымбат деп Нұржанға барып тұрады ғой. Неге? Сонда көрдіңіз бе? Сол қиындықтардың барлығында Мария бүкіл мүмкіншілігі мен қолында бар, әйтеуір қандай мүмкіншілігі бар, сонымен көмектескен ғой да. Сонда бір себеп айтқанда біздің Мария апамыз Шоқайдың тылы болған артындағы кәдімгі қабырға. Егер қиналса сүйенетін. Одан кейін тіпті қараңызшы, ана несі қайтыс болғанда, ана жер алу, мысалы Германияда қайтыс болды. Оны Францияға алып кете алмайды. Соғыс жүріп жатыр. Ол не істейді енді оны? Ол сол жерде жерлеу керек. Кезген бір жерге жерлесе, ол төмпеш болып кетеді ертең. Ол жерде жердің бәрінің иелері бар ғой. Ол не істейді? Бір кезде анау ненің Түркияның 18 ғасырда елшісі қайтыс болып, соны бір жерге жерлеген екен. Одан кейін сол жерді біраз уақыт өткеннен кейін, бір 20 жыл өткеннен кейін бір шаруа өзінің шаруасын істеп жүріп, ананы көреді, десең жерді үкіметке хабарлайды. Олар орталық үкіметке хабарлайды. Одан кейін кайзер, кәдімгі император ғой, сол жерді сатып алады, үлкен жер сатып алады сол жерден. Содан кейін Түркияның елшілігіне сыйлайды. Одан сол жерге ылғи Түркия азаматтары жерленетін болады. Сол жерден жер алған. Сол жерге жерлеген, тас қойған. Мен өзім барғанда көрдім ғой. Қазір ол зират өте үлкен. Мұсылмандар зиратына айналған, Иә, оны тек мұсылмандар деген емес, онда мысалы кавказдар жоқ. Ол Түркия елшігіне, Түркия несі бар, түрік мешіті бар ішінде. Оған рұқсат алады, видимо. Бір сунниттік мұсылмандық бір ұйым бар шығар деп ойлаймын мен. Соны алатын шығар деп ойлаймын. Және қазір өте үлкен. Мысалы, сол түріктер көп қой. Барлық сол жерге жерлейді. Мысалы, Берлинде. Шоқай атамыз тура ортасында, міне мешіт тұр, аппақ үлкен биік мешіт. Тура соның алдында, мешіттің алдында прямо бір где-то 20 шақты не бар. Ертеде жерленгендер. Соның біреу Шоқай атамыз тұр.
көрдіңіз бе, соның өзін Мария апамыз жасап отыр. Олай жасамаса ол кісінің қабірі жетпей қалар еді бізге қазір. Одан кейін еще архивін сақтаған ғой. Бүкіл архивін сақтап, Сорбонна университетінің шығыстану факультетіне апарып тапсырған. Сол міне бізге жетті. Қазір біздің орталық мемлекеттік архивта сол тұр. Әкелінген архив. Жақсы, осы орайда Мұстафа Шоқайдың өліміне қатысты пікіріңізді айта кетсеңіз. Оған байланысты әйтеуір жазып жүрді ғой, Кайым өлтірді деп бір кезде жәнегі жазды. Оны біздің көбінше мынау сол жақтағы иммигранттар шығарды, Германиядағы. Кайым өлтірді деген әңгімені, по-моему, ордан шыққан сияқты. Неліктен? Ой, сол иммигранттардың өзі де қазақтар мен өзбектер онша болған жоқ. Одан кейін тұтқындар болған кездерде де анау Кайымға байланысты Кайым постоянно өзбектерді көтеріп басқаларды төмендетті ғой. Сондықтан ол жерде постоянно үнемі қақтығыстар болды, да, бір-бірімен. Сонан келіп сондай ой туы мүмкін. Мен өзім мысалы оны қолдамаймын, ой деген. Шоқай больница ауруханада жатыр, өте белгілі адам, Кайым кішкентай адам, жаңа айттым. Оның тілмәш болып жүрген жанында. Енді соны кіргізіп қойып, соған ой беруге мүмкіншілік бере ме не? Не үшін? Не үшін оған ондай мүмкіншілік береді? Менің өзім екі версиям бар. Біреуі Шоқай шынымен аурудан қайтыс болды деген бір версия. Майра Шоқай жатады өзінің естеліктерінде. Ол бұрын сүйекпен ауырған, сондықтан иммунитеті бар, ол сүйектен қайтыс болуы мүмкін емес деп. Бірақ сүйектің түрлері бар емес пе? Бөртпе сүйек бар, қарын сүйек бар. Біреумен ауырсаңыз, екіншісінде не болмайтын шығар деймін, ол иммунитет болмайтын шығар ол. Сол кезде сүйектен көп тұтқындар мысалы қайтыс болды. Сол кезде керемет эпидемия болды, сүйектің эпидемиясы неде, Германияда. Даже біраз уақытқа комиссияның жұмысын тоқтатып тастады. Жәнегі не деп, эпидемия деп, жапты лагерлерді, кәдімгідей карантин болды. Сондықтан солай аурудан қайтыс болып кетуі әбден мүмкін нәрсе. Да, оның үстіне қараңыз, аурумен күресу үшін адамда бір өмірге деген құштарлық болып не болу керек та, өмір сүремін, ертең жалғасамын деген. Ал лагерлерді аралағанда Шоқайда сондай бір түңілушілік пайда болған. Түңілушілік. Ана жағдайды көргеннен кейін. Өзінің соңғы хаты бар, кімге жазған? Жәнегі Марияға. Сонда мен мынаны көргеннен кейін өмір сүргім келмейді деп, енді хатымды тек ажал деген сөзбен аяқтаймын деп. Көрдіңіз бе? Өмірден түңілген адам. Мүмкін организм күреспеген шығар. Сол организм әлсіздігімен қайтыс болып кеткен шығар. Екінші версиям, ол қызмет етпегеннен кейін немістерге, фашистерге дейікші, неміс демейік, фашистер өздері өлтіруі мүмкін. Бір укол салу қиын ба? Менің екі версиям осындай. Мен Кайым деген версия келіспеймін. Өйткені Кайымның ондай беделі жоқ, ондай кереметтігі жоқ, ол просто жүр әйтеуір комиссияда. Просто олар ғой кейін қалай шықты. Кайым емес, кейін мысалы анау легион құрғанда, не қылғанда, ана басқа ұйым бар ғой, Түркістан ұлттық комитеті. Оны басқа біреу басқаруы да мүмкін еді. Просто Кайымды мен де жақтады. Ол мен де жақсы болып алды. Ол тіл тапқыш адам болған. Тіл тапқыш мен де жақсы болды. Мен де сол кезде үлкен авторитет болатын, бедел. Соның арқасында ол шықты. Жоқар апай, архивист, германист, тарихшы, доктор, профессор ретінде айта аласыз ба? Мұстафа Шоқай Түркістан легионын құрған жоқ деп. Құрған жоқ, айта аламын. Нақты айта аламын. Сіздің әріптесіңіз Мемансинар университетінің профессоры, тарихшы Әбдуақап Қара өзінің бір кітабының кіріспесінде жазған болатын. Әлемде жала жабудан жарыс болатын болса, Мұстафа Шоқайға жабылған жала бірінші орын алар еді деп. Қаншалықты келісесіз? Енді мен орын санаған жоқпын. Талай адамдарға жабылған жалалар бар. Енді ол просто метафора ғой. Шынығында және сол көп жалан жабуының өзі оның қаншалықты үлкен фигура екендігін көрсетеді. Қаншалықты. Былайша айтқанда оның масштабы, ауқымының қаншалықты жоғары екендігін көрсетеді. Егер ол қарапайым қатардағы иммигрант болатын болса, оны жала жапақ түгел ұмытып та қалған болар еді. Көп болды ғой иммигранттар деген. Жала көп, өте көп. Ол жалаларды жәнегі қазір жоққа шығаруға болады. Мен жаңа айттым ғой, біразын мен өзім жоққа шығардым деп, мақалалар жаздым деп. Бірақ бізде мәселе мынада, ғылыми мақаланы оқымайды халық. Ғылыми кітапты оқымайды. Міне мәселе осында ғой. Мәселе сонда. Тіпті сұхбат алғанда мені сұхбатқа шақырдыңыз, еңбектерімді оқығандықтан. Ал мені мысалы біздің қазір телевидение соңғы 7-8 жылда вообще шақырмайды. Өйткені мені білетін журналистер кетті. Азат Растанбек, Асқан Мамашұлы, Айдос Жұғанұлы да, Мүрсәлім болады. Қазір жастар мені білмейді. Олар ғылым кітапты оқымайды. Міне сіз оқып біліп отырсыңыз, мен нелеріңізді оқыдым деп.
Олар оқымайды. Олар білу үшін, олар түсіну үшін не істеуіміз керек? Мен айтар едім, біздің мына журналистер бар ғой, журналистер кәдімгі әуелі бір мәселені итеріп алу үшін сол мәселені өздері оқу керек, зерттеу керек. Содан барып соған қатысты авторларды шақыру керек. Олар олай жасамайды. Және алдын ала жоспар жасамай ма? Аяқ астынан кейде маған звондайды, осы мәселеге байланысты бересіз бе? Мен айтамын, бұл мен айналыспаймын деп. Кімді айтасыз дейді. Мен айтып беремін ол адамды. Осындай адам береді деймін. Бере салмаймын мен, мысалы өзім. Хотя оны интернетте көріп алып беруіме де болады. Бірақ мен олай ондайға мен вообще жат ол мен үшін де. Мен оны от үйде білуім керек кәдімгі. Бүкіл нюанстарын білуім керек. Содан кейін барып деп содан кейін телефон тауып беріңізші дейді. Одан кейін көрдіңіз бе? Міне сонда қазіргі енді мен бар журналист айтпай ақ қояйын, но қазіргі жас журналистер көп жағынан төмен бұрынғы журналистерден. Неге төмендеу болып кетті? Неге ол төмендеу болып кетті? Ол мүмкін бізге де қатысты шығар. Мифтеріміз көйіп кеткеннен кейін оларды жәнегі мына жағы мифтің орманы, мына жағы әлгі аңыздың орманы, тағы басқа мына жағы кімдердің өзара тартысы тарихшылардың, соны ішінен қайсынан қалай шығарын білмей жүрген шығар мүмкін. Нағыз дерекпен жұмыс істейтін ғалымдар үн-түнсіз отырмыз, ғылымымыз жасап. Неге? Өйткені ана орманға барып кіргіңіз келмейді. Өйткені одан мифтен өзіңіз ара алмай қаласыңыз. Тағы да бір жағы бар. Мысалы, Шоқайды сатқын дейтіндерін айтамын, да? Сатқын. Ол нені сатады? Қай отанды сатады? 22-ші жылдан бастап кебе азамат емес. Ол қалай сатады? Ол кезде әлі Прометей құрылған жоқ, 22-де. Ол кезде әлі барыс кереммен соғыс болған жоқ. 22-ден бастап азамат емес кеңес отан. Кім сатады? Қай отанды сатады? Жақсы, Гүлжауһар апай, Мұстафа танушылар жалпы өзі көп емес қой тарихшылардың арасында. Бәрімен қарым-қатынас жасайсыздар ма, бір-біріңізбен байланыс бар ма араларыңызда? Қатты байланыс жоқ. Менің байланысым біз кім? Бұрын сол Дархан Қыдырәлі, осында Көшім аға, Есмағамбетов, Ғайза Исақан, мен төртеуміз бір-бірімізбен байланыс жасайтынбыз да. Көшім аға өмірден өтіп кетті. Ол кісі өмірден өтіп кетті. Ғайза екеуміз постоянно байланыс жасаймыз. Ана Шоқайдың несін шығардық хаттарын, эпистолярный наследие Чугая деп шығардық орысша. Мына Қызылордадағы Шоқайтану орталығы мен ондай тығыз байланысым жоқ. Оларда бір қызықын байқап қалдым мен. Жобаларына тек батыстықтарды алатын сияқты. Өйткені жобаларына қатысатынына қарасаңыз бәрі батыстың адамдар. Ондай принциппен жұмыс істей алмайды ғой ертең. Сізді шақырып тұра ма? Жоқ. Бір рет келіңіз деп шақырды конференцияға. Мен конференцияға бармаймын. Өйткені конференцияға бір доклад жасағаннан кейін не бар? Постоянно болу керек қарым-қатынас, да? Олар Әбу-Қапқарамен жасайды байланысты. Менің Әбу-Қапқараға ешқандай нем жоқ. Дұрыс айналысады басқа, бірақ бір нәрсені ескеру керек. Ол кісі Түркияның азаматы. Демек ол кісінің позициясы Түркияның позициясы, Қазақстанның емес. Одан кейін ол кісі Еуропа тілдерін оқымайды ғой. Ал Шоқай зерттеу үшін Еуропа тілдері керек. Шоқайтану бөліміне де Еуропа тілдері керек. Сенді орталығына да. Өйткені оның бүкіл былай шыққан саналы өмірі кейінгі Еуропада өтті. Менің білуімше, Әбдуақап Қара мырза француз тілін жетік меңгерген. Білмеймін, мен естіген жоқпын. Жақсы. Француз тілін біледі дегенді. Өзіміздің отандық әріптестеріңізге келетін болсақ. Қараңыз, Ташкенттің архивінде өте жақсы жұмыс жүрді кім? Дархан Қыдырәлі. Бүкіл гимназия оқыған кезде несі барлығында. Одан кейін біздікілер Петербургқа жұмыс істеп келді. Тоже бір декілі документтер әкелді да. Москвада ондай не материалдар бере бермейтін шығар, бірақ біраз материал алдық біздер. Одан кейін Уфадан біз Валиди туралы материалдарды алдық. Да, олардың бәрі менде бар. Енді жүре берудің керек жоқ материал істеп. Әкелетінің бәрі әкелінді менің ойымша, шеттерден. Енді қалса біз көрмеген, Россияда қалды. Ал Францияда ашылмаған архив қалды ма? Жоқ, меніңше жоқ. Өйткені Францияда болу үшін ол өткізу керек қой материалды, ол жаққа. Просто так болмайды ғой. Кім Сорбоннаға өткізді? Мария апайымыз. Оны біз әкеліп тұтастай. Германия мен Польша толық ашылды ма? Толық ашылды деп есептеймін мен. Өйткені көрдіңіз бе, Германияда соғыс кезеңі ашық. Ешқандай не жоқ оған, тыйым жоқ. Мен енді 3 рет барып отырғанда 3 ай істеген, одан кейін 1 ай істеген, одан кейін 2 ай істеген, фактически 6 ай істедім ғой. Ал мүмкін барын мен алдым деп есептеймін. Гүлжауһар апай, мен сізден бөлек бірнеше Мұстафа танушы ғалымдардан сұхбат алдым, байланыс жасап тұрамын. Кейбір Мұстафа танушылармен тіпті тығыз байланыстамын. Қасымхан Бегманов ағамыз өзі ақын, жазушы, өзі драматург, этнограф. Ол кісі енді әдебиетке алып келген тұңғыш ақын ғой.
Мұстафа Шоқайды ақтап алу үшін еңбектер жазып жатсыздар. Иә. Ғалымдар, тарихшылар. Тіпті Әбдіжәлел ағамның бір сөзі есімде: мен тарихшы емеспін, мен тарихшылардың елге алып келген еңбектерін пайдаландым деп шынын айтқан болатын. Дұрыс қой. Мен Мұстафа Шоқайдың саясат жағынан зерттедім, оның үстінде де кеш келдім дейді бұл тақырыпқа. Бірақ дегенмен енді келер ұрпақтың алдында, қазіргі жастардың алдында Мұстафа Шоқайға жағылған күйден арылту мақсатында сол жаладан ақтап алу үшін не істеуіміз керек сонда? Оған бір Кітаптар жазылып жатыр, жақсы. оған ерекше істейтін жоқ. Осы жазып жатқан нелеріміздің барлығы ертең ақтайды өзі да. Просто мәселе қандай? Бізде оқитын халық бар да оқымайтын халық бар. Гүлжауһар апай, Оқымайтын халық бар, бәрібір ақтай алмайсыңыз оқымайтын халықтың алдында. сіз басында әдемі айттыңыз. Әр нәрсенің өзінің кезеңі бар Өзінің кезеңі дедіңіз. бар. Мүмкін кезеңін күтіп тұр ма екен? Мүмкін бірте-бірте оқитын халық көбейетін шығар да, оқымайтын халық азаяйтын шығар. Өйткені көрдіңіз бе, мысалы кейде ол біздің даже қазір жастарда, жас ғалымдарда да бар. Сол тақырыппен айналыспайды. Бірақ интервью беру деген, сұхбат беру деген оларға бір керемет болып көрінеді. Сол үшін жүгіріп барады. Ал білмейтін болғаннан кейін бүкіл мифтерді оқып алады. Соны айтады. А оны ғалым деп айтады ана жерде. Көрдіңіз бе қалай? Сондықтан, наверное, енді ол жала кету үшін мынау ғылыми кітаптарды көбірек насихаттау керек, наверное. Осындай подкасттар, міне, документальный фильмдерін түсіру керек, да? Одан кейін және көбірек конференция өткізу керек деген сияқты. Конференция болғанда да анада емес, әлгі бір құдай-ау 50-60 адам қатысады, бір 5 минут сөйлетеді, қайтады регламент немене келдім деп ойлайсың да, не үшін келдім деп. Олай емес, мысалы шетелде болады ғой конференциялар, тақырыппен болады. Сол тақырыппен айналысатындарды ғана шақырады. Көп болса 10 баяндама болуы мүмкін, да? Соның 5-еуі таңертең болуы мүмкін, 5-еуі түстен кейін болуы мүмкін. Өйткені сөйлейді, уақыт жақсы беріледі, сұрақтар қойылады, талқылайды, артынан тағы талқылау болады да, сондай. Ондай жерде мынадай не бар екен, мынадай түсінік бар ғалымдардың арасында, да? Полиома дейді, ақыл ой өрісі дейді. Ондай конференцияда ақыл ой өрісі қалыптасады. Өріс. Сол жәнегі мысалы менің білмейтін жерімді басқару айтты. Енді мен компьютер емеспін ғой, бәрін білетін. Оны басқа біреу айтты. Екінші біреу тағы бірдеңені айтты. Сіздің ойыңыз толығады. Даже сол жерде тұрып, мына аспектті зерттеу керек екен ғой деп ойлайсыз, да? Осы аспекттің ойымда жүрсінші дейсіз. Қағазға тұтып аласыз мысалы, да? Сондай ақыл ой өрісі қалыптасатын конференциялар керек қой. Бізде бәрі әлгі түртіп қою үшін өткіземіз де, одан кейін барған күлім асығып отырады, бәлен уақытта шай ішуіміз керек. Шай ішумен аяқталады әйтеуір. Шай ішіп қайтасың. Содан уақытым кетті деп ойлайсың, артынан бармайсың келесі жолы. Жақсы, Гүлжауһар апай, енді мынау ондаған жылдар, көптеген жылдарыңызда архивке арнадыңыз ғой. Келер ұрпаққа осы тарих туралы аманат айту мүмкіндігі туындаса, не айтар едіңіз? Мен егер тарихшы айтсам, айтар едім, тарих ғылым, соны ұмытпа деп. Ғылым екенін ұмытпа деп. Ал мына қарапайым адамдарға айтар едім, тарихты қожалыққа айналдырмаңыз деп. Сіз физиканы қаншалықты білмейсіз, соншалықты тарихты білмейсіз. Торғай сойса да қасапшы сойсын дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Торғай сойса да қасапшы сойсын. Алғаш қолдаушыларыңыз кім болды және отбасыңыз сіздің бұл еңбектеріңізге қалай қарады? Мен өз өмірімде 2 адамды атар едім. Біреу менің отағасым, ол кісі математик болатын, Шәмші Әбілұлы Айпанов. Математик ғалым, ұзақ жылдар Әл-Фараби атындағы университетте сабақ берді. Ол маған просто мына әйел, балалардың шешесі, мына үйдің несі ретінде қараған жоқ, үйді ұстап отыратын адам ретінде қараған жоқ. Ол маған ғалым ретінде қарады. Мен бақыттымын ол жағынан алғанда. Көрдіңіз бе, мен мысалы балам бар кезде, үлкен балам бар кезде Москваға барып 3 жыл аспирантурада оқыдым. Одан кейін айтар едім, мен жәнегі енем мен шешем, 2 анам қатты көмектесті. Сонда ана баламды 1,5 жыл енем бақты, 1,5 жыл шешем бақты. Да, сол кезде мысалы енем айтса, не қайда шауып баратыр, отырмай ма, оқымай ма Алматыда деуге болады ғой. Жоқ, олай деген жоқ. Әкеліңдер қараймын деді. Осы жәнегі 3-еуі, одан кейін інімді айтар едім, туған інім өзім. Ол бүкіл шаруашылық мәселелерді шешетін. Өйткені біз 2 ғалым екеумізде қаңғырып кетеміз.
екі ғалым. Сондай кезде шаруашылық мәселенің барлығын сол шешеді. Міне осы 4 адам менің осылай ғалым болып қалыптасуыма және әсер етті деп ойлаймын. Мысалы мен 3 айға Германияға кеткен кезде біздің үйде 4 жігіт қалды. Отағасы, өзіміздің 2 ұлымыз, одан кейін қайынсіңлімнің ұлы студент. Сонда менің үлкен ұлым студент, қайынсіңлімнің студент, екінші ұлым оқушы. Сол 4-еу қалды үйде. Қыз жоқ менде. 4-еу өмір сүрді, кәдімгідей үйді ұстап, тамағын және жасап, одан кейін анау біздің отағасы не ғой, Новосибирск физика математика мектебінде оқыған. Өте мықты өзі негізінде. Мектепте оқып жүріп, неге қатысып, жәнегі олимпиадаға қатысып, сонан орын алып, сонан Новосибирскіге жіберілген. Сол жерде сол орын алғандардың бәрі келгеннен кейін олардың өздеріне жеке конкурс болған. Сонда сонша адамның ішінен бір аз ғана адам қабылдаған, соның ішінде сол қабылданып кеткен. Қазақ мектебін оқып 7 жыл. Ақтөбе облысының Ембі деген несі бар, кішкентай қалашығы сонда. Одан кейін сол жерде бітіргеннен кейін Новосибирск университетінде оқыған. Онда да ағылшын бөлімінде, ағылшын тілін жақсы біледі. Содан 6 жыл. Сонда 3 жыл мектеп, 8-9-10. 6 жыл университет, 9 жыл болған ғой сол жерде. Оларда Новосибирск мектебі, физика математика ерекше, ол академиялық қалашықта орналасқан. Оларға сабақты мектеп мұғалімдері бермейді, сол академияның жәнегі профессорлары мен доценттері береді, кандидаттар мен докторлар. Содан шыққан. Мүмкін содан да көзқарасы басқа шығар. Әйтеуір оның көзқарасы еуропалық көзқарас былайша айтқанда. Сонан да болар, біз еш уақытта бір-бірімізге не жасаған жоқпыз, сондай әлгі кедергі. Ол өзінің ғылыммен айналысты, мен өзім ғылыммен айналыстым. Ол конференцияға барамын деп кетеді, мен қарап отырамын балаларды. Мен кетемін, ол қарап отырады деген сияқты. Былай енді ғылымның адамы болғаннан кейін мен ойлаймын, мен егер олай ғылымның адамы болмаса, мүмкін Москва аспирантураға бармас едім. Онда мен аспирантура аламын ба алмайын ба. Ол кезде де таныстық деген болған. Менде таныс та жоқ, басқа да жоқ. Өзімнің жалпылдақтығым да жоқ. Жалпы тік келіп тік кететін адаммын да, өз біліміммен шықтым. Университеттен кейін оқымайдағыларым едім. Мүмкін кандидат та болмас едім, даже докторды қойып. Бәрі мүмкін еді. Просто осы кісіге жолығуым мен. Жәнегі былайша айтқанда маған Құдайдың бергендігі болады. Ал жолыңызды қуған балаларыңыз бар ма? Балаларымыз ғалым емес, тарихшы емес. Біреуі программист, біреуі экономист. Олар технарлар, шетелден оқыды, Германиядан оқыды, Италиядан оқыды. Сосын не, үлкен болашақпен оқыды да қайтып келді осы жерде. Сол жерде карьера жасады да, осы жерде қалды. Семьясы бар, бөлек тұрады. Кіші ұлым 9 жыл шетелде болды. Бітірді, жұмыс істеді. Өйткені ол болашақпен барған жоқ, ол Еразмустың стипендиясымен барған. Яғни шет тілін меңгеру қанда болып тұр ғой? Иә, ағылшын тілі еркін сөйлейді. Жапон тілін еркін сөйлейді, екінші балам. Үлкен балам ағылшын тілі жақсы сөйлейді, түрік тілінде сөйлейді. Папалар ағылшын тілі жақсы сөйлеген, мен неміс тілі. Немерелеріңіз ше? Жоқ, әзірге бір ғана немерем бар, Қытайлы. Әлі болашағын айтып қиын. Жақсы. 2 жыл үйленген жоқ өзімен. Ол осында қалып қойды, папасы қайтыс болғаннан кейін. Сол кезде келді, папасы ауырып жатқанда, мен ауырып жатқанда. Сол пандемияның кезінде. Сосын папасы қайтыс болғаннан кейін мен жанымда қалды. Оған да рахмет. Мен бір отырып жатыр қазір үйде. Енді сіз сияқты әжесі бар, ғалым атасы болған, немереңіздің болашағының жарқын болатынына, биік болатынына, саналы азамат болатынына мен сенімдімін, Жауһар апай. Енді жеке көзқарасыңызды білсем, сіз үшін Мұстафа Шоқай кім? Бір сөзбен айтқанда. Мұстафа Шоқай мен үшін өте өресі биік саяси қайраткер және ғалым. Мен оны ғалым деймін ол кісі. Неге? Өйткені өте керемет бір анализдер жасайды. Неге? Халықаралық жағдайға, Түркістанның жағдайына, сол кездегі кеңес одағының өкіметтің саясатына даже кейде оқып отырып, мына бір мәселені қарастыру керек екен деп ойлайсың даже. Даже қазірдің өзінде мен. Мысалы кейбіреулерді оқып, мына мәселені қарау керек екен деп ойлаймын. Бір мысал, кезінде Лозанна конференциясы болып, анау бұғаздар мәселесі қаралды да. Оны бізде білетін, ешкім даже білмейтін шығар. Бір кезде өтетіміз оны университетте сабақ лекция оқитынбыз, қазір ол пән жоқ, халықаралық қатынастар деген. Соны ол кісі жазған кезінде ше, соған байланысты. Және өзінің пікірін білдіріп, ал сол пікірін қарасаңыз, қазір как раз мен өзімнің көп оқып келген пікірім, ол кісінің өз еңбегін көрген жоқпын. Кейін еңбегін оқысам, мен
соның бәрін қопарып постамасқа айналыспын да сол кезде айтыпты ол мәселені ше. Сонда қарап отырсам мен үшін ол кісі әрі ірі саяси қайраткер, әрі ғалым. Алдын көре біледі алатын. Иә. Аман қалса 38 жылы ғалым болып кетер ме еді деп ойлаймын мен, саяси қайраткерден гөрі. Мұстафа Шоқайдың ең басты аманаты не болды деп ойлайсыз? Тәуелсіздік. Ал енді қаншалықты ары қарай оны қорғай аламыз? Бұл енді қазіргі жастарға байланысты. Жас зерттеушілерге, тарихшыларға қандай кеңес берер едіңіз тарихшы ретінде? Дерек. Тек қана дерекпен жұмыстау керек. Сонда ғана жәнегі мифке жүгірмейді, сонда ғана нағыз ғылыми жұмыс жасайды. Және бір минуттық осы қазіргі осы тап сәттегі даңққа жүгірмеу керек. Олар саған жүреді. Қазір жастарда көп сондай көп сенсация жасау. Қазір атағын шығару деген. Мен кандидат диссертациясын қорғағаннан кейін доктор диссертациямен екеуінің арасында 18 жыл өтті. 18 жылдан кейін қорғадым мен. Неге өйткені жүрдім қай уақытта мен Германия архивіне баратын күшім болады деп. Соған барып келгеннен кейін ғана барып жәнегі диссертациямды қорғадым. Яғни сіз жалаң қағаз үшін қорғаған жоқсыз ғой? Жоқ, жалаң қағаз үшін қорғаған жоқпын. Болмай қалуым да мүмкін еді. Ол мен үшін мысалы өлшем емес доктор болу жәнегі профессор болу деген. Бірақ біздің Қазақстанда оны алу керек. Неге өйткені оны алмасаңыз сізді ешкім бар ғой, менсінбейді, керек қылмайды. Көп кандидаттың бірі деп айтады. Қазір қайта ол жойылды ғой, қазір әйтеуір бізде мықты кандидаттар бар. Қазір доцент, ертең профессорлық алады. Жалғандар да бар. Қазір қайта кішкене жөнделді. Біздің кезімізде ол докторымыз кандидатты кәдімгі бар ғой, назар салмайтын да, қарамайтын да. Сондықтан ол қағаз сол үшін ғана керек болды. Кішкене әйтеуір өзіңді қатарына қойып пікіріңді батыл айту үшін. Біздің Қазақстанда архив мәдениеті дамыған ба? Жоқ. Былай қарасаңыз, даже бір қараңызшы мынадай жағдай. Бұрын біздің орталық мемлекеттік архивқа жұрттың бәрі баратын, бәрі қарайтын, шетелден келгендерге жүгіріп жүретін, өздері көрсетіп барлығын. Ол жерге директор болып тарихымдардың кандидаты жақсы ғалым барды, Сәбит Шілдебай. Бәрін реттеді. Қазір мысалы шетелдіктер келеді ғой, ол архивке просто так кіре алмайды. Өзінің несінен қата келеді. Өзінің жәнегі жоспарын көрсетеді. Шетел архивінде солай ғой. Просто қатыс кірмейсің сонда да мысалы. Одан кейін жинақтар шығару. Мысалы қаншама материалдар жатыр, зерттелмеген қаншама қайраткерлер бар. Қазір осы мына соңғы ол болған жылдардың ішінде қаншама және кітаптар шықты. Және қаншама уже материалдар бар екенін біз білеміз уже, постоянно конференция өтеді. Көрдіңіз бе, бұрын әлгі сборниктер шығарамыз дейді Россиядан. Жәнегі бәлен документ керек дейді, беріп жүрген ғой. Қазір олай емес. Біріккен жинақ шығаратын болса, әуелі қарайды оны. Әуелі мен сол ненің орталық мемлекеттік архивтің ғылыми кеңесінің мүшесімін. Біз талқылаймыз, ол материалды береміз бе, бермейміз бе деген мәселелерді шешеміз, мысалы қарап та. Жинақтардың өзін біз талқылаймыз, содан кейін шығады. Біз архивте солай талқылаймыз, содан кейін шығады. Сөйтіп айтқанда, соңғы жылдарда архив мәдениеті қалыптасып келе жатыр. Одан кейін біздің университетте біз архивтанушыларды дайындаймыз. Қорғау бар, осы соңғы жылдарда біз қорғата бастадық. Жәнегі архивтану мамандығы бойынша доктор диссертация қорғатамыз. Неде Сәбитте. Біздің айтқанда оны ғылымиландыруға біздің де үлесіміз бар. Жақсы, қазіргі жақсы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Соңғы 4-5 жылда, мүмкін даже 10 жыл бұрын басталған болар бұрын. Бірақ өте анық көрініп осы соңғы 4-5 жылда анық көрініп жатыр. Архивтанушылардың деңгейінің көтерілуі. Деңгейі көтерілді. Жохар апай, сізді тыңдап отырғаныма 1,5 сағаттан асты. Мен байқағаным, сіз өзіңіздің айналысып жүрген ісіңізге, осы тарихқа шын ғашық сияқтысыз. Сондай ілтипатпен, үлкен махаббатпен, ыждағаттылықпен айтып отырсыз. Бірақ дегенмен, қанша дегенмен ауыр тағдырларды зерттейсіз ғой. Зерттеп келдіңіз, әлде зерттеп жатырсыз. Архивта жай тағдыр жоқ ол жерде. Шаршайтын күндеріңіз болды ма? Тастап кеткіңіз келген күндер болды ма? Иә, шаршайтын күндер болды, бірақ ол бар ғой, жұмысқа байланысты емес. Мен архивтың жұмыстан шаршамаймын. Бұл документтерді аудару, ол маған қызық та өлді. Мен кейде біреуін аударып, мынадай екен, өз бетіме сөйлеп отыратын кезімде болады. Одан шаршамаймын, менің шаршаған кездерім болды. Ол адами қарым-қатынастарда қатты шаршаған кездерім болды. Осы не үшін тарихқа қалдым деп өкінген кездерім де болды.
Өйткені математикада, физикада сіз өзіңіздің кім екеніңізді дарыныңызбен дәлелдейсіз. Ол жерде бірінші орынға дарын шығады. Табиғи қабілет. А тарихта олай емес. Тарихта түрлі мотивтер бар, түрлі моменттер бар. Сондай кезде шаршаған кездерім болды. Сондай кезде өзіңізді қайтадан қалай қалыпқа келтіріп жүрдіңіз? Не арқылы? Архивімді ақтарам үйдегі. Германиядан келген архивті ақтарам. Сөйтіп әсіресе Германиядан келген архивті көп ақтарам. Ол жерде көбірек істедім жұмысты. Сосын кейін байланбағандар тұр ғой енді. Байланғандар мен былай не қойып қоямын бүйтіп белгі. Сонда белгі қойғандар аз, белгі қойылмағандар көп. Қой деп, міндетім атқарып кетейін кеткенше. Жазатым жазып кетейін деп. Сөйтіп ойлаймын да. Мына монография мысалы көп материалды енбей қалды. Неге өйткені бұны жылдам шығару керек болды. Жобаның ақшасымен. Ол жыл шығармасам жоба бітіп қояйын деп тұр. Одан қай ақшаға шығарамын? Көрдіңіз бе? Ол шығару деген де ол шаруа. Мысалы бізде шығару болады университеттерде, бірақ ол жерде аз экземпляр шығады ғой. Аз данамен. Тегін болғандықтан. Ал мына көп қылып шығарғым келді, ол үшін жобаның ақшасы керек. А енді келесі жылы ол жобаны уже бере алмайсың, оны орындап қойдың. Сондықтан да асығып біраз материал енбеді. Bir жағынан, екінші жағынан бұнда неғылғаным бір ғана тарау бердім Легионға байланысты. Неге? Өйткені сәті келген жоқ. Тағы да. Сәті келгенде ол жеке монография болады. Гүлжауһар апай, қазір осы бүгінгі ақыл парасатыңызбен жас Гүлжауһар кіріп келсе, қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Менің әкем өте ерте қайтыс болған. Мен ол кезде 11 жастамын. 6 баламен қалған. Анамыз 41 жасында. Ең үлкені студент, ең кішісі 4 жаста. Енді мен студент болған кезде апаларым уже үлкен апам тұрмысқа шығып кеткен, екінші апам 4-ші курс оқиды. Арғай студентпіз бір үйде. Еще інім бар, сіңлім бар. Сосын ойладым, ерікпей-ақ қояйын деп. Әлгі түскен оқуды тастап, түсетіме кім кепіл? Одан түсетіме кім кепіл мен, мысалы, деп. Қояйын, одан да осымды бітірейін деп. Арғарай уже қатты тартылдым оқуға арғарай. Соларды ойладым да, соңын қой қалайын мен деп. Сосын арғай өзім кіріп кеттім тарихқа. Сонымен жас Гүлжауһарға ешқандай өкпеңіз жоқ қой? Өкпем жоқ. Жәнегі оған осы жағдайдың бәрін айтамын да, өкініштің бәрі кетті. Сен өкінбе, жүре бер деймін. Факультетін тастама деп. Енді мынау сөзімізді түйіндей келе, тақырыбымыз, бүгінгі подкастымыз Мұстафа Шоқай тақырыбына арналғандықтан, сізді Мұстафа Шоқай танушы деп атауға бола ма? Жоқ, болмайды. Өйткені мен монография шығарған жоқпын. Шоқай танушы болу үшін бір мына Дарған Қыдырәлі сияқты, Көшім Исмағамбетов сияқты монография шығару керек. Сонан ол Шоқай танушы болады. Мен просто кәдімгі Шоқайды ақтаушы деуге болады мені. Өйткені мен ана материалдар іздеген кезде ақтау үшін іздедім. Сондай ол кісінің несін көрдім де, қаншалықты деңгейдегі, жоғары деңгейдегі адам екенін көрдім де, мен ақтайтын материалдың Германияда екенін түсіндім, соны іздедім. Рахмет, Гүлжауһар апай. Керемет сүбелі сұхбат болды, көптеген сұрақтарыма жауап алдым. Бірақ дегенмен де алдағы күнде тағы да подкасттарымызда сіздің әлі қырларыңыз көп екен. Басқа жағынан тағы да басқа тақырыптарға арнап тағы да кездесеміз деген сенімдемін. Мұстафа Шоқайды ақтаушы деген сіз бірінші атақ алып отырсыз. Өзіңіз айттыңыз ғой. Маған ұнап отыр. Сондықтан ұрпағының атынан, Мұстафа Шоқайдың жалпы көрермендерімнің атынан, қазақ халқының атынан осыған жасаған еңбегіңізге біздің кішкене ғана сый құрметімізді қабыл алыңыз. Әдеби отандық өнімі менің құрбым. Бұл ешқандай жарнама емес. Бұл осы менің подкастым ашылғалы бері осы отандық өнімді менің құрбым сый ретінде табыстап келе жатыр менің қонақтарыма. Сіздің иығыңызға жабуға рұқсат етіңіз. Әдемі орамал. Көрермендерімізге өзіңіздің ізгі тілегіңіз болса, ниетіңіз болса, мархабат. Енді көрермендерге қалай кез келген осындай неге сын көзімен қараңыздар дер едім. Сын көзімен. Өйткені бәріміз пендеміз. Пенденің пендешілігі болады. Сол біздің айтқандарымызды ғылымын мифтен айыруға жәнегі ұмтылыңыз. Пендешілікті
адамшылықтан айыруға ұмтылыңыз дер едім. Көп рахмет, Гүлжауһар апай. Құрметті көрермендер, Гүлбаршын Зайыр арнасына жазылып, тіркеліп, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, барлық пікірлерді оқуға уәде береміз. Аман болыңыздар.